Мынау Қазақстанда Мәсімовтің кезінде Мәсімовтің әкесінің інісі Қасым Мәсіми деген бір есекбас болған. Ол кәдімгі өмірі самсашы, лағманшы біреу болған. Аяқ астынан бір-ақ күнде тарихшы болып, өмірі қалам ұстап көрмеген есекбас бір-ақ күнде қалам ұстап тарих жазады. Сөйтіп ол орыс тілінде уйгурский держава деген жазады. Ол Қасым Мәсіми деген орыс тілінде екі сөздің басын құрап сөйлей алатын адам болмаған. Оның тіпті қалам ұстамаған. Ол өмірінде сол самсамен айналысқан, самсашы кәдімгі. Енді сол уйгурский держава дейтін кітапты жазады, орыс тіліне аударылады. Мәсімовтің кезінде мына Мұхтар Құл-Мұхаммед деген біреу бар. Мұхтар Құл-Мұхаммедтің де арғы жағы шикі болуы мүмкін. Ол мынау Алматыдағы Атамұра баспаны ұстап тұрған кезде, сол Атамұра баспасынан сол уйгурский держава деген кітапты сол Мұхтар Құл-Мұхаммед басып шығарады. Мұхтар Құл-Мұхаммед ол да Қытайдан келген қазақ. 2 жасында келді дейді, біреу 10 жасында келді дейді, білмеймін. Қысқасы сол Атамұра баспасын ұстап тұрған кезінде Мұхтар Құл-Мұхаммед осы Қасым Мәсімидің уйгурский держава деген кітабын бастырып шығарған. Ал ол кітаптың көп шыққаны соншалық, әрбір Алматының маңындағы Шелек Чонжыдағы ұйғырдың үйінде тұратын болған. Ал бұл кітап қып-қызыл жалған, ғылымға қарсы, тарихқа қарсы кітап. Бұл кітаптар туралы Әлімғазы Дәулетхан тарих ғылымдарының кандидаты, Абыз Ақсақал бұл кітаптар туралы қаншама мақалалар жазды. Бұл кітаптарда қысқасы мүлде өтірік әңгімелерді айтады. Онда мынау ұлы жүз албандар, олар ұйғыр албандары, суандар, олар ұйғыр суандары, мына қаңлылар ұйғыр қаңлылары, жалайырлар ұйғыр жалайырлары, наймандар әсілі ұйғыр наймандары, ұйғырдан тараған ұйғыр наймандары, керейлер ұйғыр керейлері, жаңағы қыпшақтар ұйғыр қыпшақлары деген сияқты бәрімізді ұйғырдан таратады. Сөйтіп баяғыда үлкен ұйғыр империясы болып тымыш. Содан мынау қалың ысты ошақты шапыраштыға дейін тұтасымен сол бәрін сол ұйғырдан таратады. Мынау Жетісу емес екен, Яттасу екен, ол ұйғырдың жері екенміш. Яттасу яр яннаты екен, Жетісу жер жаннат емес, Яттасу яр яннаты екен. Қысқасы сөйтіп жазған кітап қой. Сөйтіп енді жаңағы уйгурский державаны жазған соншалық, сөйтіп бүкіл қазақтың жері ұйғырдың жерін қып шығарады. Соны жаңағы Мұхтар Құл-Мұхаммедтің кезінде Атамұра баспасынан бастырып шығарады. Енді менің айтайын дегенім, Мұхтар Құл-Мұхаммед те Қытайдан келді дедім. Мұхтар Құл-Мұхаммедтің туысы Қытайда сотталып кетті. Қытайда туысы сотталды. Мынау қазіргі Тұрсын апа деп Қытай елшілігінің алдында жаңағы күрес жасап жүрген апаның күйеуі Қытайда 10 жылға сотталып кетті. Сол кезде сол кісілердің баласы Абай Кейзетке сұхбат берді. Сонда мынау Мұхтар Құл-Мұхаммед пен ол кісілердің бір туысқандықтары бар екен. Жамағайын, бөлеліктер ма, әжелері жағынан бір туыса ма, аталар жағынан емес, әжелері жағынан. Мұхтар Құл-Мұхаммед ойбайды салып, ат тонын алып қашып, Абай Кейзетке қысым жасап, Абай Кейзеттен сол мақаланы өшірткізіп тастады. Ал Тұрсын апаның күйеуі әлі сол Қытайда 10 жылға сотталып кетті. Енді ол кісінің толық аты жөнін Жарқынбек Қасымбай, Шыңжаң ұйғыр автономиялы өлкесі Бортала облысы Бұратала қаласының адамы, ұлты қазақ. Бұл кісі 2016 жылы пенсияға шыққан, 2017 жылы Қазақстанға көшіп келген. Оның қылмысы Қытай билігі артқан. 2 ұлын Қазақстанға көшіріп алып келгенді үшін 2017 жылдың июнь айында туысшылап Қытайға барған жерінен Бұратала қалалық ұлттық қауіпсіздік комитеті оны жалған жаламенен тұтқындап, сол жылдың шілде айында оны ресми түрде сот ашып тұтқындап жібереді. 2017 жылдың шілдесінде Бұратала облыстық
Бұратала қалалық сот ұлттық өшпенділікті дәріптеді, ұлттық бөлшектеушілікпен айналысты, экстремистікпен айналысты деп 10 жылға соттады. Оның қылмыстық мерзімі 2027 жылдың июнь айына дейін деді. Ал 2017 жылдың августының 4 күні Қазақстандағы ұлы Жұмадан Жарқынбек әкесінің Қытайдан нақақ сотталғанына байланысты Қазақстан президентіне, сыртқы істер министрлігіне және қоғамдағы танымал тұлғаларға үндеу тастап әкесін құтқармақшы болды. Ал осы себепті олардың бала шағасы да зиянға ұшырады. Әйелі Тұрсынгүл Нұрхай 2018 жылдың апрелінен бастап Бұратала қаласы тарапынан берілетін заңды түрдегі пенсиясы тоқтатылды. Себебі ол кісі негізі Бұратала қаласы Далынты қалашығы орталық централды бастауыш мектебінен пенсияға шыққан заңды пенсионер кісі болған. Ол кісінің де пенсиясы тоқтатылды. Ал қыздары Сәрсенгүл Жарқынбек ол да жаңағы әкесі үшін адвокат жалдаған үшін тәрбиелеу лагеріне қамалды, бүгінге дейін белгісіз дейді. Бұл ақпаратты мынау Қытайдың құқық қорғау сайты деген сайтынан алып отырмын. Енді қараңыздар. Осы кісі Жарқынбек Қасымбай туралы кісі. Осы Жарқынбек Қасымбай жаңағы Мұхтар Құл-Мұхаммедтің жаңағы бөлесі ма, қарын бөлесі ма, бөлесі ғой деймін, сондай туысы болады. Бұны енді кезінде жаңағы Абай Кейзет жариялады да, о кезде Мұхтар Құл-Мұхаммед министр ма, облыс әкім ма, бәлесінен аулақ деп, ақалайда көкалай деп сайттан мақаланы алдырып тастады. Сенбесеңіздер, сол кездегі сайттың иелерінен сұрасаңдар, бәрін айтып береді. Міне қазақтардың, қазіргі Қазақстан билігіндегілердің сыйқы осы. Бұл Кәрім Мәсімовтың кезінде шықты. Бұл Кәрім Мәсімовтың көкесі жаңағы Уйғурский держава деген кітапты жазған. Бастырған Мұхтар Құл-Мұхаммед. Екеуі де Қытайдан келген. Кәрім Мәсімов КГБ-ның шпионы болған. Ол Кәрім Мәсімовтың Үрімшіде қалай, Үрімшідегі анау атташе виза беретін, виза рәсімдейтін қарапайым қызметкер болған, оны мен өткенде айтып бердім. Оның әкесі ол жаңа Қажымхан дейді, ол оттаған сөз, ол сарт кәдімгі. Ол Ажымхан, Қажымхан деп қазақ қоймайды, қазақ Қажым Мұқан деп қояды. Ол Ажымхан. Ол сарт кәдімгі, сарт. Ол да самсашы сарт, байпақ, дамбал сатып жүрген сарт ол да. Сол байпақ, дамбал сатып қаңғылестеп жүргенде, Үрімшіде жаңағы қазақтың кен ашып байыған миллионері Оразанбай Қазақстанға, жаңа дербес болған Қазақстанға көмектесем дейді. Соныменен бұл жерде Қалдарбек Найманбай, о кезде Үрімжідегі Қазақстанның консул статусы жоқ консулының жауаптысы болып тұрған. Сонымен Оразанбай, миллионер бай, Қалдарбекпен кезігіп, екеуі ант сушып, содып жүрген кезде, ой, сен сауданы білесің ғой деп, ана Үрімшіде қаңғылестеп, қоржын паспорт кіргізіп, делдал болып жүрген жаңағы Ажымхан сартты тауып алады. Содан Ажымхан сарт Қалдарбек Найманбайдың таныстырумен ақсарбас қой сойып өтірік қазақ болып жүрген қазақ қой. Қайдағы қазақ ана, үнді Пәкістан сияқты қап-қара, ана көз, ана сөйлеген сөз, ана ырғақты, ана ырғағынан қазақшасының өзінде. Онда қылсаң болмайды, балалар, былай істеңдер, тезірек болмайсыңдар ма дегеннен ақ қазақ өйтіп сөйлемейді ғой, ана сарт ырғағымен сөйлейтін сарттар кәдімгі. Сөйтіп өтірік қазақ болып, қазақтың ішіне кіріп алған паразит құрттар бұлар. Сөйтіп Оразанбай байдың сол заманда 100 миллиондаған долларын бұлар жейді, қолына 100 миллиондаған доллар тигеннен кейін Назарбаевқа пара береді. Сөйтіп қаңғылестеп жүрген сарттың баяғыда Совет кезінде шпиондыққа Қытайға жіберіп оқытқан ұлы бар.
аузы мұрны дүрдиіп, жаңа боққа жарамай, не самса сата алмай, не кәуап пісіре алмай, не орыстың КГБ-сы шпион болып, дұрыс шпион болмай, не Путинға да керек жоқ, Назарбаевқа да керек жоқ. Алматыда кәдімгі шашлик пісіріп жүрген жағал сасық сарттың баласын алып келеді де, жаңа 100 миллиондаған Оразанбай байдың кен ашып байған ғой, ол кен ашып кәдімгі алтын тастар, асыл тастар, бриллиант соның кенін ашқан адам. Сон жаңа байта Назарбаевқа қанша миллионын береді, бірден қаңғып жүрген кауапшы самсашы үрімжідегі атташе болып шығады. Ол үрімжіге атташе болып барғанда бітті. Визаның бағасы $1000-ға өседі. Қалың сарт, Қытай, бәрі виза деген тегін беріледі. Қазақтар деген салбырап тұрады, қалың делдалдық қаптайды. Содан ол визадан бір ақша жасайды да Гонконгке барып. Гонконгта атташе болады, сөйтсе Гонконгта құжынаған виза жоқ. Сөйтіп жүрген кезде Назарбаевтың жаңағы қазақ кейт дейтін Америкамен үлкен даулы оқиғасы бар. Назарбаевтың әулеті тіке Американың Шеврон тағы басқа мұнай компаниясынан $200 миллион ма сондай сұмдық пара алған. Америка сотқа тартады, сен бұл ақшаны қайда жұмсадың деп. Назарбаев соттан қашады. Сөйтіп әр жылы көктемдегі телекөпір дейтін сасқалақ ойынын Назарбаев ойлап шығады. Сол Америкада сот болатын күні Назарбаев телекөпір жүргізіп өтіріктен онлайн телефонда жауап беріп елге сөйтіп ойын ойнап қалады. Телекөпір болды. Американ сотына бір. Сөйтіп жүргенде Гонконг дегенде ол бүкіл жер әлемнің алаяқ шпионы жиналған жер, жаңағы экономикалық шпионы бар, басқасы бар, өсіп кетті ғомна. Содан жаңағы Мәсімовтің екі ауыз жегі негі қытайшасы бар. Енді Мәсімовтің қытайшасын енді қытайша оқыды деген аты енді ол. Мәсімовтің қытайшасы. Ол ана Қытай қазақ сөздігін құрастырған Дүкен Мәсімхан екеуі бір ұстаздан оқыған ба, екеуінің акценті де бірдей, қытайшасы да бірдей. Енді ол екеуін қытайша біледі дегеннен гөрі, бір итті Қытайға апарып, бір 5 жыл үргізсең де сол итекеш итте қытайша үріп, сол сөйтіп бөтетін еді. Сонымен айтау жегі негі деп ыңқылдап жүріп, сол Қытай шпионы бар, америкалық шпиондармен сөйлесіп жүріп, Ақ үй мен Ақ Орданың ортасында дәнекер болып, сонымен ең соңында ол ана қашаған мұнай кенінің мынаусы сенікі, мынаусы менікі деп Назарбаев сөйтіп америкалық әулеттерге разы қылатын беріп, сонымен Американың екі солшыл демократының медиасына $5-6 миллионнан мақтатып, олар аяқ астынан мынау Қытай мен Орыстың ортасынан тәуелсіз ел құрған деп мақтап мақала жаза қояды. Болды, сонымен мәселе шешіледі. Сонымен Каман Бейби деп анау Гонконгте ақша таба алмай, енді самса сатам бекем, сол бұрынғы кәсібіме. Есек бағып әкеп, есектің сүтін сауып сатам бекем, кәуап сатам бекем деп отырған жаңағы мұртты сартты алып келіп, премьер-министрдің орынбасары қылып, одан кейін премьер-министр қылады. Қысқасы әңгіме сол бұлардың бәрі. Бұлардың барлығы қаншер. Бұл жерде мен Мәсімовті бір өзінің ұлт үшін қызмет істеді деп айта алмаймын. Ол өзінің ұлтында сатты. Оның әкесі де өзі де, олар өздерінің ұлт үшін боқтас деген жоқ ол. Олар тек кәдімгі шайтандар, кәдімгі ақша тапты болды. Сол Назарбаевтың қаншер диктатуралық саясатының кәдімгі көп қаншер көп ана айналасына қараса, ана қазақта парақор, мына қазақта парақор, олар барды да сол Назарбаев қалыптастырған парақор қазақтардың кландарына қосылды. Назарбаевтың айналасына өңкөй кәріс мәріс, анау мынау жиналды ғой өңкөй, тіпті қырғыз, қазақ екенді күмәнді татар, ана бетінде қаны жоқ, ана сүліктей әппақ боп, 10 жыл рәк боп ауырғандай, 10 жыл сүзек боп ауырғандай, ана әппақтардың бәрі татарлар, олардың біреуі қазақ. Назарбаев сол өңкөй өзі сияқты арт жағы шикілерді жинап алды ғой. Мына жоғары жақта отырған анау мынаудың бәрі татар Назарбаев кезінде әкелгенінде. Қысқасы қазақ халқын езу керек, қазақ халқын құлдану керек, қазақ халқын жаныштау керек, үнемі этникалық қайшылықтарды қазақ пен түрік, қазақ пен Әзербайжан, қазақ пен күрд, қазақ пен корей, қазақ пен әрмен, қазақ пен ұйғыр, бұл үнемі қайшылықты тудырады да, содан қазақтар көтеріліп анау мынау дейді, сон қазақтарды әдейгі көтеретін өтірік ұлтшылдары бар, жаңағы кім Құрал Сейітхан, Құдабай Қаржау сияқты.
Олар ойбай қазақты қорғайық дейді. Бейне қазақтың армиясы жоқ па сонда? Қазақтың полициясы жоқ па? Қазақтың прокуратурасы заңы жоқ па? Сонда қазақтан ауылда жүрген жай қазақтың жұмыс таппай ашуын қайда шығарарын білмей жүрген жігіттер қорғай ма екен? Сөйтеді әдейіге қазақ пен жаңағы этникалық азшылықтардың ортасын от салады. Әдейіге қазақ пен ұйғырды қырылыстырады. Міне қазақ пен ұйғырдың қырылысуының ар жағында Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті тұр. Бұл жерде бір ұйғырлар керемет пайда тапқан жоқ. Қазақтар да керемет пайда тапқан жоқ. Қазақ күрд, қазақ Әзербайжан, қазақ шешен, қазақ әрмен, қазақ түрік бәрін қырылыстырып отырған Назарбаев. Сөйтіп жаңағы бүкіл айналасында қазақ еместердің қол арқылы қазақты арандатып, қазақтың жігіттерін әр жолы 100-ден, 200-ден, 500-ден, 1000-нан жаңа түрмеге тығып, түрмеге тықпағанның малын параға алып, кейін білер бір қанын сорып, полицей 2 қанын сорып, прокуратура 3 қанын сорып, судья 4 қанын сорып, қазақтарды үркітіп, қорқытып, жаңағы отырса опақ, тұрса сопақ қылып, жаныштап, бастаудың ғана саясаты, басқа саясат жоқ бұл жерде. Бұл жерде басқа ешқандай құпия да жоқ. Ойлашы, ауылдан бір 1000 отбасы бар ауылдан 100 қазақты соттайды. 200 қазақтан полицей паралады, 300 қазақтан киембі паралады, 400 қазақтан прокуратор паралады, 500 қазақтан судья паралады. Сөйтіп әлгі этникалық қақтығысқа қатынасқан қазақтың жаңағы түк бере алмағанын соттап, ал бере алғанын жаңа тонап, бәлен жылдан бері ішпей жемей жинаған ақшасын құртып, ең соңында ауылдағы үйін сатып, тентіреп қалаға барып, қаңғып, квартира жалдап кетеді ғой. Сөйтіп қазақты аздырып тоздырудың ғана тактикасы болды. Бұл жерде Мәсімовті ойбай өзінің ұлты үшін жұмыс істеді дейтіндерге айтам. Ол өзінің ұлтын сатқын ол бар болғаны Назарбаев қалыптастырған кәдімгі парақор бандиттік қанішерлік кланның бір мүшесі ғана, оның едірейге мұрты ғана саған бір бауырмалдық сезімін тудырмаса, оның сендерге жасаған түгі де жоқ ол әрбірден. Қысқасы Назарбаев айналасына өңкей осындай ұрығары қарақшыларды жейді. Әдейіге олардың ұлты тек қана ана қазақтардың ызағегін ашуын тудыру үшін ғана керек болды. Болмаса Назарбаев та ана бір этникалық топтарға бір жан ашып жақсылық істейін деген жоқ. Назарбаев оларды адам құрып көріп тұрған жоқ. Қазақстанда олардың 1%, 2% екенін Назарбаев жақсы біледі. Олардың құрттай ауылдарда тұратынын, ешқашан үлкен миллиардер болып, үлкен мұнай газды ұстамайтынын Назарбаев біліп отыр. Ал Назарбаев неге оларды көтерді? Қазақтарды ызаландыру үшін. Назарбаевқа тек одақтасуға болатын барлық күштермен одақтасып, қазақты жаныштау керек болды. Бар болғаны сол, Назарбаевқа сол керек болды. Ол Назарбаевтың шапырашты екен де өтірік. Шапыраштылар далиып қалды. Ой, біз шапыраштымыз деп енді тал-таңдап енді болмай қалды. Өзі әжетхана сүртіп жүрген шапырашты енді өзінің әжетхана сүртіп жүрген ұмытып қалады ғой енді. Анау енді Құдай сақтасын, енді Құдайдың құлағын ұстағандай болып қалады ғой. Өзі әжетхана сыпырып деген тапырастымыздақ қалады. Тапырастымыздақ қалады. Ойбай, тапырашты деген қандай ру деп сұрасам, тапырастымыздақ қалады. Өз әжетхана сүртіп жүр. Бұл жерде мен шапыраштыларды төменстейін деген сөзім жоқ. Сол шапырашты дейтін руды құрал ретінде пайдаланды бар болған. Бұл жерде шапыраштылардың 99% жай қарапайым егінін егіп, малын бағып, бұқасына шаптырып, сиырын туғызтып, бұзауын сатып, сүтін сатып, қарапайым күн көрді. Бірақ Назарбаев ішінен бір 50-60 шапыраштыны алды да, енді әкімде жасады, министрде жасады, киембіде жасады, прокурор, судья жасады. Сөйтіп шапыраштыларды өзіне қалқан қылды Назарбаев. Бар болғаны сол. Анау коммунистік партияның миллиондаған бұқараның ішінен компартия деп құрып, компартияның ішінен орталық партия комитеті құрып, одан миллиондаған жастардың ішінен жаңа комсомолды құрып, жастар одағын, одан жастар одағының ішінен орталық жастар одағы комитеті дегенді құрып, адамдарды әдейіге клан, жек, топ, класс, группа, категорияға айырып басқару жүйесі сияқты Назарбаев сол шапыраштарды өзіне жаңағындай бір клан қылып таңдады. Бар болған сол. Бұл жерде қазақтар шапыраштыларға деген бір өшпенділік туып кетпесін. Өшпенділік тумасын. Олар кінәсіз. Бар болғаны олардың ішіндегі
орайшылдарға орай болып берді. Бар болған сол ғана. Болмаса шапырашшылардың жай қазақтан артық ештеңкесі жоқ, кем ештеңкесі жоқ. Қазақтың барлық руы бірдей, бірінен бірі артық, бірінен бірі кем емес. Бар болғаны Назарбаев өзінің қалмақ екенін жасыру үшін шапырашшыларды қалқан қылып пайдаланды. Болды. Ал енді шапырашшылардың ішінде жаңағы сол әкім болған, сәкім болған, полиция болған, министр болған, депутат болғандардың бүкіл шапырашшылардың санына шақсаң 1%-ға жете ме, жетпей ме? Мәселе сол 1%-ға жетпейтін сол шапырашшылар Назарбаевтың көлеңкесінде оларды шайқап қалды. Олар бүкіл шапырашшыны ғарқ қылған жоқ. Олар сол өзі тоқалы, моқалы, анау мынау қиқым-бейқым, сиқым, ыңқыл-сыңқыл солардың бәрін байтты. Бол, басқа түгі жоқ. Міне бұл жердегі әңгіме сол. Бұл жердегі Назарбаевтың кәріс мәріс, Әзербайжан, татар-сатарды жиып алып келіп жаңағы сондай өзінің айналасына жиятынның сыры сонда. Бұл жерде Мәсімовтің де сыры сонда. Бірақ осы арқылы Назарбаев қазақ халқы мен ұйғыр халқының ортасына от жағу жоспарын өте өз үшін алғанда ойдағыдай орындады. Қазір Қазақстандағы қазақтар мен ұйғырлардың ортасында үлкен бір бітіспейтін бір өшпенділік бар. Анығында бұл бітіспейтін өшпенділік сол Назарбаевтың мүддесі үшін жұмыс істеді. Мәсімовті қойып қойды. Қазақтар деген Мәсімовті тақтан құлатса бүкіл қазақ бақытты болатындай болып. Бүкіл қазақ Мәсімовке оның ұлтына наразы болды. Оның бәрі ойын. Мәсімовті әдейіге бүйтіп ана балық аулайтын кезде қармақтың ішіне ілетін шуалшаң құрт бар ғой, қармаққа ілетін. Сол сияқты қойып қойды. Бар болған сол. Ал енді қазақ пен ұйғырдың ортасында бұндай қайшылық болмауға тиіс еді. Бұл тарихи қателік, бұл үлкен қателік. Қазақ пен ұйғыр тарих өстіп бірге жасауға мәжбүрлеген. Құдай осындай тағдырды, ауыр тағдырды ұйғырларға да жазған, қазақтарға да жазған. Кезінде Шар патша империясы қазақ жерін жаулап алғанда, жер жаннаты Жетісудың шығысын жаулап алғанда, қазіргі мынау Жаркент пен Шонжыдағы ұйғырларды сол Іле төңірегіндегі ұйғырлардан зорлықпен көшіріп отырып алып келген. Шар патша көшіріп алып келді. Алматы төңірегіне де сол Шар патша көшіріп алып келді. Бұл Алматы, Жаркент, Шонжы ұйғырлардың жері емес. Ұйғырлар мынау дәл сол кезде сол Іле төңірегінен көшіп. Ал Іле төңірегіндегі бұл ұйғырлар қайдан келді? Олар Іле де ұйғырдың жері емес. Жоңғар хандығы аржағы Шүршіттен Манчин империясынан қару алып, мына жағы Орыстың империясынан қару алып, орыстар оған екі балғар, аржағы еврей болатын, екі зеңбірек жасағышты жіберіп, жоңғарлар зеңбірекпен қатты қаруланды. Сөйтті де олар зеңбірекке кәдімгі темір доңғалақ бекітті. Ол енді еуропалық тактика. Сөйтіп кәдімгі атпен сүйретті. Арба сияқты арбаға салып та сүйретті, немесе зеңбірекке тіке доңғалақ салып алып, тіке де атпен сүйретті. Доңғалағы бар. Сөйтіп зеңбірегі бар жоңғар, зеңбірегі жоқ қазақты қынадай қырды. Білесіздер, Аласапыранды оқыңыздар, Мұхтар Мағауин жазған, ежелгі орыс тарихтарын оқыңыздар, ежелгі Орта Азия зерттеушілердің тарихтарын оқыңыздар, Араб, Иран тарихтарын оқыңыздар, Қытай тарихын оқыңыздар, жоңғарлар туралы жазған кейінгі ғылыми зерттеу еңбектерін оқыңыздар. Сөйтіп, зеңбірегі бар, қазақша айтқанда от қаруы бар жоңғар, от қаруы жоқ қазақты қынадай қырған соншалық 3 қазақтың екеуін өлтірді. Лықсып Орта Азияда сыймай отырған, Иран-пиран қызылбасыңды көз күлмейтін, орысыңа ойыңдағыңды білеміз дейтін, Қытайыңа тыныш отыр дейтін, Орта Азияда лықсып бүкіл айналасындағы Орта Азия халықтарының бәрінен 100 есе көп боп, өрісі малға, қонысы адамға толып отырған қазақтың 3-тен 2-сін жоңғарлар сол от қаруымен қырды. Барлықтарыңыз білесіздер, Ораз Мұхаммедтің от қару сұрап Орысқа баратыны, Орыстың Ораз Мұхаммед ханның ұлын кепілге алып, от қаруды бермей, от қару беру технологиясын ұзаққа созатыны,
қазақ хандарының Қызылбастың хандарына, Иран хандарына, Иранның патшаларына хат жазып қару сұрайтыны, Иранның қазақтарға қару бермейтіні, қазақтардың сол кезде Еуропаға шыға алмай қалғаны, түрік сұлтандарына қазақтардың хат жазып от қару сұрағаны, түрік сұлтандарының да қару бере алмағандығы, міне бұның барлығы айтылады. Сонда қазақ сұлтандары кәдімгі зеңбірек қаруын алу, және оны көп мөлшерде алу, оның атылатын доп дейді, кәдімгі оқ басы зеңбірекке салатын. Соған қолы жетпей, қазақтар қынадай қырылды. Содан мынау арысы Үрімшінің тауы, мынау берісі Шіңгіл Алтай, мынау Өр Алтай, төменгі Алтай, Ертістің басы, мына жағынан Іленің басынан бастап, сол қазақтарды қуғаннан қуып, қазіргі Қызылорда, о кездегі Ақмешіт, Сырдың бойына апарады. Түркістанда қазақтың қайтадан бас қосып, Жоңғарға қарсы соққы беретіні Түркістан. Сол қазақты қынадай қырып асырғаннан Каспийден арасырады. Қазіргі қазақтың мынау башқұрттың арасына, ноғай татардың арасына кетіп қалған себебі сол кезде Жоңғар қынадай қырғанда қашқан қазақ Орал Кавказдан ары асып бірақ кетті. Кейін Абылай ханның 300-дің басын қосып, Қабанбай бабамыздың, Бөгенбай бабамыздың, жаңағы Шапырашты Наурызбай бабамыздың бастары қосылып, Алталаштың басы қосылып, Қарақалпақ болып, Қырғыз болып, Құрама болып, Ұлы жүз, Орта жүз, Кіші жүз, Алталаш болып басы қосылып, Алталаштың генералиссимосы болып, Қабанбай бабамызды сайлап, міне бүкіл қазақ болып, Алталаш болып, міне Жоңғарды қынадай қырып, сол қазақ жерінен Жоңғарды түре қуғаннан түре қуып, Үрімшінің тауы Боғданың шыңынан арасырып, Тибеттің тауына дейін қуады. Сол Тибеттің тауына қуғаннан кейін Барса келместің құмы дейтін құмнан бері өтіп, сол Үрімшінің тауын шекара қылып тұрған. Қабанбай бабамыздың Үрімшінің тауында Шүршіттің әскерімен келіссөз жүргізетіні, Шүршітпенен сол жерде жылына бір мәрте жарменге өткізетіні қазіргі Боғда жайлауында. Бұл қазақ шежіресінде және Шүршіт шежіресінде жазылып қойылған, тас қойылған тарих. Яғни сол кезде Шүршіт пен Жоңғарды қазақ қынадай қырып, сол қазақтан қырылған Жоңғарды жоя алмай Шүршіттің патшалығы құлап кете жаздайды. Қазақтан қашқан Жоңғар бүкіл Чин империясын қырып кете жаздайды. Ол туралы Қытай тарихын жақсы білетіндер Няңгыңяу генералдың тарихынан оқысаңыздар, анық білінеді. Няңгыңяу Пекинге жеңіспен оралғанда бүкіл уәзір атынан түсіп бас ұрады, патша қанат қалады. Патшаға Няңгыңяу бас ұрмай қойғанда, патшаның әтегі құл, патшаны көріп, неге бас ұрмайсың дегенде барып, Няңгыңяу атынан түсіп, сүле соқтықпен патшаға бас ұрады. Және маңдайын жерге тигізбей, құр тізерлейді. Міне кейін сол Няңгыңяуды марапаттап, артынан түрмеге тығады. Міне бұл тарих. Ал енді жаңағы Жоңғар қазақты қынадай қырған кезінде, қазақ ата-бабаның жерін алмай тұрған кезінде, мынау ұйғырлар жасайтын 6 шаһардан ұйғырлардың бір бөлігін көшіріп алып кеп, жоңғарлар сол қазақтарды қынадай қырып жаулап алған жер жәннаты Жетісудың басы қазіргі Іле жеріне ұйғырларды кәдімгі құл ретінде, егінші ретінде көшіріп алып деген. Оларды сөйтіп тараншы деп ата. Тараншы деген тарымшы, егіншілер деді. Себебі жоңғардың әскеріне астық керек болды. Бидай керек болды. Малына жем керек болды. Кәдімгі олар сөйтіп ұн, нан тамағына үйреніп кіріп қалған кез. Сөйтіп бұлардың тараншы деп аталатыны 1940 жылдары Шыңғысайдың Шыңжаңдағы ұлттарды ұлтқа айырғанда Іленің ұйғырларын түрлерде бөлектеу, жаңа қазақтың жасыл табиғатына келіп түрлерде қазақ құқсан қыраған, қаналысқан бұларды ұйғыр емес деп, бұларды тараншы деп атайтын, артынан бұлардың тараншы емес, қайтадан ұйғыр болып бірігетіні содан. Ал 1935 жылы Шыңжаң өкіметі, енді жылын қатайту мүмкін, о кезде Қожанияз дейтін ұйғыр төңкерісті революцияны соңына жалғастырмай, мансапқа алданып, Шыңғысайдың орынбасар төрағасы болып, Шыңжаң өкіметінің орынбасар төрағасы болып, сөйтіп, сонда Шыңжаң өкіметі Қытай және ұйғыр тілінде 2 құлақтандыру таратады. Мен оны 1001 сапарымда жазғамын. Ол 2 құлақтандыруда битеді. Бүгіннен бастап Чанту деп аталған мына халықты
уйғур деп атаймыз деген бұйрық шығады. Кәдімгі өкіметтің таңбалы бұйрығы шығады. Бұл бұйрықты мен Тайванда, Гонконгте болғанда мұражайдан түсіріп, оны 1001 сапарымда жариялағанмын. Бұл бұйрық екі тілде жарияланады. Уйғур тілінде және Қытай тілінде. Сонда бітеді. Бүгіннен бастап Шыңжаңда мынау Чанту деп аталған. Чанту деген қытайлардың ұйғыр халқын қорлау үшін айтқан сөз. Чан деген орау деген сөз. Ту деген бас деген сөз. Чанту деген орама бас деген сөз. Себебі бұл халықтардың еркектері ол замандарда бастарына бітіп матаны орап алатын. Сәлде сияқты матаны орап алатын болған. Қытайлар оны чанту деген. Анығында ол кезде қытайлар Шыңжаң халқының 1%-на жетпейді. Мейлі қазақтың, мейлі ұйғырдың 1%-на жетпейді. Қытайлар тек Үрімшідегі Жамбылдың ішінде, яғни үкімет. Жамбыл деген акимат деген сөз, естеріңізде болсын. Мына Жамбыл облысы деген облыстың атын өзгертіңдер қазақтар. Жамбыл деген сөз Шүршіттің сөзі. Қытайлар Ямын дейді. Кей жердің қытайлары Жамын дейді. Бұл Шүршіттің Жамбыл деген сөзі акимат деген сөз. Мемлекеттің, яғни әкімнің тұратын жерін Жамбыл дейді. Енді оны біз Жамбыл ақынның атына бір облысты бере салу тарихқа жасаған қиянат. Иә, Жамбыл ұлы, Жамбылдың туыстары, жерлестері, тайпаластары ауырмаңдар. Жамбыл ақын, мойындаймын. Жамбыл керемет, мойындаймын. Бірақ бір облыстың атын бір шалдың атына беруге болмайды. Ол жердің аты, ескі аты Талас. Тіпті оған бұрмаланған атын Таразды қойсан қой, ол жер Атлақ шайқасы болған. Қазақтар Таң династиясы кезінде сол Қытайды жаулап алған түркі тұқымы Таң династиясының қолында құжынаған Қарақытайды қынадай қырып салған Атлақ шайқасы болған жер ол. Ол 2000 жылдық тарихы бар Тараз қаласы. Оны барып Жамбыл дейтін бір ақынның атына бере салма. Жамбылдың атына бір облыстың атын берсеңдер, онда Абай Құнанбайдың атына жарым Қазақстанның атын неге бермейсіңдер? Абайдың атында неге облыстың аты жоқ? Жоқ әлде Абайдың кінәсі арғын болғаны, орта жүз болғанына ма? Жоқ әлде Абай Сталинді мақтап өлең жазбай қалып? Абайдың не кінәсі бар? Абайдың кезінде Сталин болған жоқ қой, Ленин де болған жоқ. Мақтап өлең жазғыста салатын едік қой. Жазшы бірден, мұртыңның әдемісін ай, көзіңнің мөлдіреген ай деп жазғыста салатын едік қой. Сондықтан Жамбылға бір облыстың атын беру қате ол. Бір қаланы бересің ба, мектепті бересің ба, бер. Тұтас бір қазақтың тарихи қаласының атын адамның атына беру, ол мүлде қып-қызыл қате. Жеке тұлғаның атына облыс атын беру қате. Ол біздің тарихи жеріміз. Ол біздің Қытайды қынадай қырған жеріміз. Қытайлар сол Атлақ шайқасында қырылғаннан кейін Орта Азияға аттап басалған жоқ. Анығында ол да Қытай емес еді. Қытайды жаулап алған өзіміздің Таң династиясы, өзіміздің түріктер Қытайды жаулап алып, Қытайдың әскерін алып бізге шапқан болатын. Міне, содан кейін сол Қытай қашан шапты дегенде Шүршіт болып, 1000 жылдан кейін қайтадан сол Қытайды жаулап алған Шүршіттер, ой, мынау шекілдап. Қытайды Шүршіт жаулап алады, олар да көшпенділер, олар да бізбенен тілі жаңағы несі жақын халықтар. Тегі. Солар Қытай жаулап кеп, қазіргі мына Шыңжаңды, мына Іле Алтай, Тарбағатайды, мына ұйғырлар жасайтын 6 шаһарды жаулап алатын содан. Бұл жерде мен бір нәрсені айтайын. Ұйғырларды Іле бетіне алып келген жұңғарлар. Одан бұрын Іле бетінде ұйғыр атымен болмаған. Бір-екі қаңғылестеп, қайыртылеп келгендер болса болған шығар, Аладор арқалап. Жоқ, қалған болған жоқ. Қазақты Іле бетінен қынадай қырып қазақты жаулап алғаннан кейін жұңғарлар алдымен ұйғырларды 6 шаһардан қуып отырып Ілеге алып келеді. Бұл туралы ұйғырлардың өзінің де көш-көш деген қанды зарлы жыр бар. Көш-көш дейді. Сол көш-көш дегенде кәдімгі ұйғырларды ауыл-ауылымен ана құмдардан, ен даладардан қырып отырып, сабап отырып, қорлап отырып алып кеп, қазіргі Іле бетіне әкеп тоқтататыны содан. Ал біз ол кезде жұңғармен жан алып, жан беріп,
жаңа көк сауыт киініп, көк темір асынып, жұңғармен қарш-құрш қынадай қырысып, даланың екі жабайысы, даланың екі көшпендісі, жұңғарда көшпенді, қазақта көшпенді, кәдімгі өліктер далада сасып, жаңа қираған, атылған жебенің оғынан төбесінен ат жүретіндей болып, ана жерге жаңа көлдің бетіне түскен жебенің оғынан үстінен ат жүретіндей болып тұрып, біз осыншалық соғыстық. Біз сол қынадай қырғын соғыстан қалған қазақпыз. Біздің генімізде қан құмарлық, соғыс құмарлық, ерлік, өшпенділік, жауыздық, жаңағы әрберден айтсаң жабайлық, кекшілдік, бәрінің бар болатын себебі біз махаббат пен кектен жаралдық. Біз махаббат пен кектен жаралған халықпыз біз. Жұңғар мен қазақ қынадай қырылғанда арабыңның, парсыңның, орысыңның тарихшылары адамзат тарихында бұндай соғыс болған жоқ деді. Себебі даланың екі көшпендісі ең соңғы сен өліп, мен қалам, не мен өліп, сен қаласың деген шайқасқа барды. Ақырында қазақтар сол айтқанына отырды, сол айтқанына жетті. Сол жұңғар дейтін халықты геноцид жасап, арбаның күпшегіне теңгеріп, жер бетінен жұңғар дейтін халықты жойып жіберіп барып, қазақтар тыныш тапты. Бірақ қазақтар қайта күш жинап жұңғарға шапқанға дейін үш қазақтың екеуі қырылған болса, ал жұңғар соғысында қанша қазақ қырылды білмеймін. Енді кейбір тарих ғалымдарының айтуынша, сол кезде қазақтың 80% қырылып, 20% қалды дейді. Кей ғалымдар айтады, 90% қырылып, 10% қалды дейді. Біз сол тірі қалған қазақпыз. Ал енді жұңғар бетінен кейін жаңағы Шүршітпен қазақ соғысты. Мынау Қабанбай Батырдың Шүршіт әскерлерімен келісімге келуінде алдымен ол Шүршіттер көріп, ай, Қабанбайсың ба болды, о, палы деп, қорқтық деп тізе бүккен жоқ. Шүршітпен соғысты қазақтар. Бұл да Шүршіт тарихында жазылған дүние. Бұлар жұңғардан бетер екен деп, анау Пекинге доклад жасаған. Бұлар жұңғардан арман екен дейді. Содан ең соңында Шүршіт, жұңғардан өзі құлауға аз қалған Шүршіт, сол кезде қазақтарға информация ақыр жаулағаннен ары қарай ұрып отырып, сол құжынаған Қытайдың ордасын кіру керек еді қазақтар. Ақыры. Бірақ енді о кезде қазір Шүршіттер құсап қазір Қытай болып кетер еді, бірақ кірмегенде дұрыс болған шығар еді. Шүршіттер Қытайды жаулап алып, Қытай болып кетті ғой, бәрі Қытай болып кетті. Міне, сол жұңғарлар көшіріп алып келген ұйғырлар іле бетінде азғантай, егін егетін азғантай ауылдар болды. Бұл жерде сол азғантай ауылдар іле бетіндегі. Кейін орыстар кеп, сол әбден жұңғармен қырылысып шаршаған қазақты орыстар жаулап алғанда, жаңағы іле бетіндегі азғантай ұйғырды қазіргі Жаркент шонжыға көшіріп алып келді. Міне, бұларың да сол бүкіл Жаркент ұйғыр емес, Жаркенттің ауданының ортасында азғантай ұйғыр, Шелегінде азғантай ұйғыр, анау Шонжыда азғантай ұйғыр. Бірақ бұл азғантай ұйғыр Назарбаев кезінде Назарбаевтың қақпанын қапты. Назарбаев Мәсімов ұйғырларға сұмдық, зұлымдық жасады. Мынау Шыңжаңда Құлжа оқиғасында ұйғырлар көтерілгенде, одан кейін мынау жалпы Барын оқиғасы деп ұйғырлар қарулы көтерілгенде, сол ұйғырдың Қазақстанға қашып келгені бар, қашып келмей, заңсыз келгені бар, заңды келгені бар, соның бәрін ұстап, Қытайға қайтарып беріп отырған сол Назарбаев Мәсімов режимі болды. Бұл бір. Бұл Назарбаев Мәсімов бұл халықаралық заңдарды белшеден баса отырып, бұлар ұйғыр халқына сұмдық қиянат жасады. Сонда қашып келген ұйғырдың бәрін қайтарып беріп отырды. Бұл бір. Екіншісі, мынау Қытайдағы қынадай қырылып жатқан ұйғырларға жаны ашыған, тілектестік сезім оянған ұйғыр активистер болды. Олар Қазақстанда туған қазақстандық ұйғырлар болды. Кәдімгі Қазақстанның өз ұйғырлары. Бірақ олар Қытайдағы ұйғырларға жаңағы жандар ашыды, саяси жаңағы
белсенділіктері болды. Сөйтіп олар мынау шетелдегі ұйғыр активистеріне олар Қазақстаннан жылу жиып, қаржы жиып көмектесті. Енді осы Қазақстанда туып өскен, Қазақстанда ұйғырларды ұйымдастырып жүрген бұл ұйғырлар бірінші кезекте Қытай Коммунистік партиясының көзіне ілінді. Ал Қытай Коммунистік партиясы оларды Қазақстанға келіп тұтқындап, не Қазақстанға келіп өлтіре алмайды. Назарбаев мың жерінен Қытай құл болса да оған рұқсат бермейді. Енді Қытай Коммунистік партиясы Назарбаевқа әкетай көкетай деп алдына тонна юан қояды. Сонымен Назарбаев Мәсімовке айтады: Мәсімов, мынау сенің бауырың, ұйғырларың саған қымбат па, жоқ мына юан қымбат па дегенде Мәсімов: яқ, маған юан қымбат деді. Сөйтіп Мәсімов ұйғырларын таңдамай Қытайдың юанын таңдады. Сөйтіп ұйғырдың активистерінің біреуі Қапшағайдың көліне шомылуға барғанда көлде тұншығып өлді, тырнақша ішінде. Өлтірді анығында. Қытайдың тапсырмасымен, Қытайдың заказымен Назарбаев Мәсімов Қапшағайда өлтірді. Екінші ұйғырдың активисті Алматының Айнабұлағында өзінің үйінде өзі асылып өлді. Үшіншісі Шелекте өлді. Төртіншісі тағы бір жерде өлді. Сөйтіп ұйғырдың бетке ұстайтын ұлы қыздарын Қытайдың тапсырмасыменен Назарбаев Мәсімов қынадай қырып салды. Қынадай қырып салды. Себебі Мәсімовке о кезде Назарбаевтың басыбайлы иті, ал Назарбаев Қытайдың иті. Мәсімов Назарбаевтың иті, Назарбаев Қытайдың иті. Екеуіне 1 тонна юанды берген кезде, бұл жерде міне тонна деп отырмыз, яғни қисапсыз ақша. Мәсімов те Назарбаев та қуанып кетті. Себебі олардың әкелер ақшадан өлген. Оларда ұлт жоқ, оларда дін де жоқ, оларда намыс та жоқ. Оларда мемлекет ұғым жоқ. Олар кәдімгі ақшаның құлы. Олар ақша берсе болды. Оған өліп қалған шешеңді көрінен қазып әкеп бер десең, қазып береді. Балаңды сойып шашлық қып әкеп бер десең, балаңды сойып шашлық қып әкеп береді. Қытай заказ берсе екеуіне, бала туған ұлыңды сойып шашлық қып бер десе, ашты-құшты қосайын ба, ашты қып берейін ба, тәтті қып шекер қосып берейін ба деп сұрайды. Ойланбайды олар. Міне. Сондықтан бұл жердегі әңгіменің сыры сонда. Ал Қытай тағы бір үлкен сұмдық операцияны сол Мәсімовтің қоры арқылы Қазақстанда істеді. Ол Қытайдағы ұйғырлар әлі де емін-еркін жасап жатқан кезі болатын. Емін-еркін жасап жатқан, кәдімгідей саудада нәтижеге жетіп, баспасөзінде де кәдімгідей еркіндігі бар, кәдімгідей сөйтіп жасап жатқан кезі. Бірақ сол кезде Қытайлар ұйғырларды жаныштаудың, қырудың жолы ойластырып қойған кез. 2006 жылдың ноябрьның 18 күні Алматы облысының Шелек ауылында ұйғыр жастары мен қазақ жастарының ортасында үлкен төбелес болады. Ал бұл да сол Қытайдың жоспары мен жобасымен болған дүние. Анығында ұйғырлар Шелек, Шонжы, Жаркенттің қазақ жер екендігін мойындағысы келмейтін ауруды ұйғырларға жұқтырған сол Мәсімовтің көкесі Қасым Мәсіми деген кауапшы. Ал ұйғырлар осы мәселені көтерген сайын қазақтардан таяқ жейді және қазақ халқының өшпенділігін туғызады. Себебі қазақта бір сөз бар: өспейтін ұл өнбейтін дауды қуады дейді. Енді бұны өспейтін адам өнбейтін дауды. Себебі Жаркентте, Шонжы да, Шелекте ол қазақтың жері. Ауданның ортасында құрттай бір 1000 семья ұйғыр ештеңкені шешпейді. Ана бүкіл ұлан ғайыр, ана жер айналасы қоршаған тұтас қазақ. Айнала ауыл тұтас қазақ. Шөкімдей азғантай ұйғыр, Қазақстан халқының 0,1%-на жетпейтін ұйғыр не шешесің? Ал сендерді сөйтіп өтірік кітап жазып ұйғырский держава деп. Сендерді қазақ халқына жек көрінішті көрсетті. Сендер сөйтіп өздерің оқшау қалып қалдыңдар. Бұның барлығы тактика болды. Ал жаңағы 2006 жылдың ноябрьның 18 күні қазақ пен ұйғырдың ортасында қақтығыс болғанда, ол бәленбай бір 1000 қазақ жиылған жоқ. Кәдімгі жігіт бильярд ойнайды. Ол бильярдта ұйғыр бильярдтан жеңіледі. Сонымен екеуі төбелеседі. Қазақ кәдімгі боксқа жаттыққан қазақ тарс еткізеді де ектен бір қойып талдырады. Сонымен кетті. Болды.
сөйтсе жаңа айналасындағы ұйғыр жігіттер балады да 50-60 жігіт барып жаңа қазақ үйіне барып 50-60-ы жабылып келіп ұрады. Сөйтсе анау Старой Замок кафесінде үндеу тастайды, бүкіл ұйғыр аттанысқа келіңдер деген ұлтшылдық құтыртатын жаңағы қоздыртатын үндеу. Сонымен 400 ұйғырдың жігіті жиналады. 400 ұйғырдың жігіті жаңағы жігітті алып келіп трассада тепкілеп, өлтіріп, құлағын кесіп, өлген мәйттің үстіне сыйып тастайды. О заманда бұл заман жауды өлтіру бар, бірақ жауды қорлау бар ма? Жаудың мәйітіне сыйыпты дегенді естідің ба? Қабанбай Жоңғардың Қалдан Сереннің басын шауып мәйітіне сыйыпты дегенді естідіңдер ме? Жоқ. Бұл былайша айтқан кезде соғыс білмегендік және надандық. Мәйітті қорлау ол адамгершілікке жат. Ал содан қазақтар дүрік көтеріледі. Енді ойлаш 400-і жабылып бір қазақты өлтіреді. Сол бір жұдырық жегеніне. Ал бұның барлығы айналып келгенде Құдайдың заңына қайшы және адамгершілікке қайшы, тарихқа қайшы, саяси тактикаға қайшы, стратегиядан кетірген, бүкіл жан жағынан сәтсіз болған оқиға болды. Неге? Бұдан кейін қазақтың делебесі қозады. Жігітін өлтірсең, трассада тастасаң, батыр болып бокста жекпе-жекті ұрып жұқсаң бір сәрі ғой. Боксерда бірге бір шық деп өлтірсең, 400-ің жабылып, бір жігітті есінен тандырып өлім шығып, ол қай батырлық, ол қай ерлік. Мықты болсаң шық біздің боксерлар құсап, қазақтың боксерлар құсап, сахнада ұр, тасталқан қыл. Мықты болсаң бірге бір шық. Қорс өткізіп пышақ тығып алған мықтылық емес, ол қатындық ол. Ол ездік ол қайуандық. Ол ана генде, қанда, батырлықтың ана информация миығда батырлық туралы, мына жігіттік туралы информация мына жерде болмағандық. Қырығы жабылып ұрған дегенде ол сол қырығы жабылып ұрған кезде ойлану керек еді. Мынау ұят емес па деп. Мынау ұят емес па? Қырығымыз жабылып бір қазақ. Оданша қырық жігіт шық деу керек еді. Бұл да ана генде, ана соғыс көрмеген, батырлық болмағаннан генде туып отырған дүние. Қазақтың 5 жігіті бар, біреу тұратын кезде айтады, қалған 4-ің тұрып тұр, жекпе-жек шықсын дейді. Міне бұл әділеттілік. Себебі ертең біреуге айтсаң да бетің қызармайды, 5-өміз барып біреуін теуіп тастадық деп мақтана да алмайсың ғой. Мақтана да алмайсың ғой. Қайтып мақтанасың? Қатыныңа мақтанасың ба? Көршіңе мақтанасың ба? Гәп сонда жатыр. Ал содан кейін 2006 жылдың 18 ноябрінде болған осы соғыстан кейін міне бұны дос көшім бастаған қазақтың өтірік маймылдары керемет пайдаланды. Берік Уәли бар 31-ші телеарнада. Алдыда бұны керемет пайдаланды. Сөйтіп бүкіл ұйғыр халқын қазақ халқына жек көрінішті көрсету басталды содан. Міне, қысқасы ұйғырлар өздерінің осындай жаңағы аталмыш 400-і жабылып кеп бір қазақты 400-і жабылып кеп бір қазақты өлтіретін осындай тырнақшашындегі өтірік фейк батырлары менен ұйғыр халқы зиян шекті. Ал тағы да бұл жерде жеңген Қытай болып отыр. Қазақ пен ұйғырдың ортасын от салды. Ертең сол ұйғырды қынадай қырсам, қазақ көмектесе ме, көмектеспей ме деді. Бірден белгілі болды. Ұйғырлардың бүкіл активистін Назарбаев Мәсімовтің қолымен өлтіріп болды. Барлық ұйғырдың активисті өліп болды. Қазіргі мына активист болып жүргеннің бәрі өтірік, кембінің құлдары. Мен сіздерге айтайын. Қазіргі мына активист болып отырғандардың барлығы Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің қолынан рұқсат алғандар. Олар үруге рұқсаты бар иттер, аңырауға рұқсаты бар ишақтар. Олар лицензия алды, лайсенс алды. Мен анда-санда үрем, бірақ саған қарап үрмеймін. Сен үр дегенде үрем, сен аңыра дегенде аңырайым, болмаса тоқта десең тоқтайым деген лицензия алып қойды олар. Енді әңгіме қайда жатыр. Содан жаңағы Берік Уәлидің 31 бар, бүкіл жаңағы дос көшім маймыл дедім ғой олар. Солар алды да қазақ ұйғыр тақырыбын талқылады. Дәл сол 2006 жылдың ноябрьдің 18-і Қытайдың ұйымдастыруменен, операциясыменен
Назарбаев Мәсімовтің қатысуыменен ұйғыр халқын оқшаулау, ұйғыр халқын қазақ халқына жек көрінішті көрсету, ең соңында ұйғыр халқын оқшаулап, көмексіз, жәрдемсіз қалтыру жоспары сәтті жүрді. Ал ұйғырлардың жаңағы ақымақ жастары ойлады, біз жаңағы ұрып шерден шығып алдық. Иә, 400-ің жабылып бір боксер қазақты өлтірдіңдер. Бірақ оның зардабы тұтас ұлттарыңа тиді. Әсілі сендер мықты болсаңдар, бірге бір шығып өлтірсеңдер раз едік. Батыр дейтін едік. Мәселе сонда жатыр. Мәселе сонда жатыр. Сонымен саяси сауатсыздық, ақымақтық, қанғызбалық, мына баста грамм мидың болмағандығы, міне содан барды да сол төбелес, оның арты күні түні Қазақстан телеарналарында ұйғыр қазақтың дауын көтеру, нәтижесінде ұйғыр халқы Қазақстанда Қытайдың тапсырмасы бойынша оқшауланды, қазақ халқы мен ұйғыр халқының ортасына от түсті. Міне. Ал Назарбаев бұны жалғасты істеді. Ол әдейіге жаңағы қазақтар мен ұйғырлардың ортасына от салып отыратын оқиғаларды жалғасты істеп отыр. Тіпті кете кеткенше істеп отырды. Бір мысал айтайын. 2020 жылы кәдімгі аспаз болып, шелекте аспаз болып, асханада жұмыс істейтін Қытайдан көшіп келген қазақ жігітті, Іледен келген жігіт, руы Қызай, кеште түнгі сағат 1-2 мөлшерінде ертеңге жасайтын тамақтарының дайындығын жасап, турайтынын турап, илейтінін илеп, енді жолға шығып такси ұстап тұрғанда такси тоқтайды. Сөзсе таксидің ішінде 5-еу бар, сығылып келе қал, отыра қал, апарып тастаймыз дейді. Жігіт отырады, ауыл ешкім білмейді. Содан көлік толы 5-еу ұйғыр, жаңағы аспаз жігітті қазақ, Қытайдан көшіп келген қазақ, сол шелектің шетіне алып шығып, қалың ағаш бар бір жерге алып барады да тепкілейді, басы көзің демей. Тепкілеп, әбден тепкілеп, мүгедек қылады, көзін шығарып жібереді. Енді басы көз демей тепкенен бір көз ағып кетеді. Сонымен олар қашып кетеді. Бірақ жігіт олардың түрін ескісі таққан. Көзі шыққанмен бір көзі сау, бір көзі шыққан мүгедек болған. Кәдімгі өкпе езіліп кеткен, бүйректі түсірген жаңағы. Әбден олар өлді деп ойлаған ғой, әбден тепкілеп, қылқындырып өлді деп ойлаған. Сөзсе жігіт талып қалған, өлмеген, талған, өлмеген. Сол талғанда демі жаңағы кетіп қалды деп ойлап, оларды асығыс кеткен, негізгі мақсаттары өлтіру болған. Сөйтіп бір көліктегі 5-еуі сөйтіп жалғыз жігітті тепкілеп, көзін шығарып өлтірдік деп кетеді. Артынан жігіт өлімші болып есін жиып, үйіне жетеді. Содан бұл оқиғаны арызданады. Сөйтсе, аудан, полицей, прокуратор, КМБ, сот бәрі ұйғыр. Арызды қабылдамайды. Арыз сол бет, үстелде қағаз күй қалады, тексермейді. Мен ұрған пәленше, мен танимын, ол такси жүргізетін баяғыдан. Білем, ана түгенше ол пәлен жерде кабап сатады, ана түгенше пәлен жерде самса сатады. Бәрін таниды жігіт. Жоқ. Қарамайды. Іс қозғалмайды, дело тұрғызылмайды. Ал бұл неге іс қозғалмайды? Неге дело тұрғызылмайды? Себебі Назарбаевтық режимде қазақтарды жәніштап ұстау үшін қазақ таяқ жеген, қазақ өлген оқиғаның бәрінде қазақтар өзі кінәлі, ал қазақты ұрған соққандарды соттамау туралы ішкі бұйрық бар. Ішкі бұйрық бар. Совет кезінен солай. Анау кавказдықтарды батыр деген қолдан жасалған дүние. Ол батырлық емес, қорс өткізіп пышақ тығып алған деген батырлық емес. Оларды, сол кавказдықтарды өз жерінде қынадай қырып, әйелдерін көздерінше басқыншылық жасап, пойызға салып, айдап Қазақстанға. Қатыным бір жерге, ұлым бір жерге, қызым бір жерге, әке-шешесін байлап қойып, сол Кавказ соғысы кезінде орыстардың істемегені бар ма? Көз алдында атып өлтірді ғой, ана әкелерін, ағаларын.
сөйтіп өз жерінде әбден қорлап қазақ жерін әкелді де, бірақ Қазақстанға келгеннен кейін қайтты. Әдейіге оларға шексіз билік беріп қойды. Неге? Қазақстандағы бірінші жау қазақ, орысқа. Ал жаңағылар өз жерінде тұрғанда олар бірінші жау еді. Бірақ өз жерінен депортациялап Қазақстанға айдап алып келгеннен әдейіге оларға шексіз мүмкіндік беріп қойды. Әшейін барады, бір қазақты өлтіріп кетеді, сотталмайды. Өскеменді өлтірсе Шымкентке апарып қояды. Енді Шымкентті тыныш жүрді. Шымкентті алады да бір қазақты қорс өткізіп тығып алады. Онда айтады, Қызылордаға апарайық. Бірақ жүре бердік. Жынды куәлікті қолдан жасап беріп қояды. Міне, Қазақстанда қазақты бастырудың сәбеттік жүйесі сол. Сөйтсе, жаңағы есіріктер мен батыр екемін деп ойлап қалады да. Себебі оған кеудем соқтық керек. Анда барып 5 қазақтың жігіт тұрса, мұнда бұлай тұра десе, қазақтар қорқа бастайды. Неге? Соғысса, сотталатын қазақ. Сәбет кезінде солай істеді. Сәбет солай істеді. Ал шынайы қара күштің иесі болса, неге боксерменен күресте бүкіл дүние жүзіне қазақтар мықты? Сендер дүние жүзінде боксерда, күресте қазақтың алдына шыққан басқа халық көрдіңдер ме? Боксерда қазақтың алдына шыққан басқа халықты көрдіңдер ме? Боксер жұдырықшылықта, күрес өнерінде әлем бойынша қазақтың алдына шыққан халықтар бар ма? Бүкіл дүние жүзі боксерінде Таиланд, Куба, Қазақстан, қазақ. Ұлты бойынша айтқанда. Жоқ, олар ана орыстардың құралы болғанын түсінбей қалды. Олар орыстардың әдейіге өздерін сол өз жерінде қынадай қырып, Қазақстанда өздерін қазаққа қарсы айдап салғанын білмей қалды. Міне, әңгіме қайда жатыр. Сөйтіп сорлы қазақтар, міне тағы да Назарбаевтық мәсімдік режимнің аздыруыменен ұйғырларға жаман көзбен қарай бастады. Тура жаңағы оқиғада да сол. Жаңағыда да әдейіге соны мысалы, анау бесе ұрыпты, ананы мүгедек қыпты, бүйрегіне зақым келдірді, бауырына зақым келді, өкпесі езіліп кеткен кәдімгі, тыныс ала алмайды, қалып қалған, өкпесі езілген. Енді ойлаңдар, бір адамды ұрып, өкпесін езгенше тепкілеу, ол деген қандай тепкілеу? Хайуандық қой. Хайуандық қой. Содан бұл оқиға не болды? Араластық. Біз нағыз ата жұрт қалай араластық? Бір шетінен ұйғыр халқына жанымыз ашиды. Ұйғыр халқы Қытайдың тепкісінде отырып, әбден Қытайдан езгі көріп, қынадай қырылды. Қазір Қытайда ұйғырдың дені сау, денсаулығы жақсы, ұйғыр азаматы, тірі азаматы қалды ма, қалмады ма, Құдай біледі. Мына геноцидтен. Ұйғырларға жанымыз ашиды. Бірақ ұйғырларға жанымыз аши отыра, мына мәселені көтерсек, жаңағы көзі шығып соқыр болған, бүйрегі түсіп кеткен, өкпесі езіліп кеткен аспаз қазақ жігіттің дауын көтерсек, дәл сол кезде Назарбаевтың көктен тілеген жерден береді. Назарбаев алады да телевизорда жаңа Шақаныбы бар, Дос Көшім бар, тағы қазақ халқын мен ұйғыр халқының ортасына от салады. Содан тағы бір 200-300 қазақ пен ұйғырды төбелестіреді. Содан алады да жаңа 200-300 қазақтың бәрі сотталады. Қордайдағы дүнген мен қазақ қақтығысының сыры сол ғой. Қордайдағы дүнген мен қазақ қақтығысының сыры сол. Сонда анау бар 5 тал, 5 садыра дүнгенді қамауға қазақтың полициясының күші жетпей қаппа, қазақтар ойлаңдар. Мен сендерге тағы да айтам, Тоқаев жуырда тағы да бір қақтығыс ұйымдастырады, халықтың назарын басқаға аудару үшін. Енді қазақ пен әрменді қырылыстырады, не қазақ пен орысты қырылыстырады, не қазақ пен күртті қырылыстырады. Себебі қазақ пен дүнгенді қырылыстырып болды. Қазақ пен ұйғырды бәле мәрте қырылыстырды. Сол кезде нағыз ата жұрт отырып алып, үлкен ақылдасу өткіздік. Не істейміз? Мына 5 ұйғырды соттатсақ, ашыққа шығарып айғайлатсақ, онда ұйғыр халқына тағы да бір бәле келгелі тұр. Тағы да дау, тағы да қазақ пен ұйғырдың ортасындағы соғыс, тағы да қырғын, әдейіге бүкіл қазақ халқы менен бүкіл ұйғыр халқына өшпенділік жасайды. Бұл біздің күткеніміз емес. Біз бүкіл ұйғыр халқын кінәлаудан аулақпыз. Біз бүкіл қазақ пен бүкіл ұйғырдың өштігін қаламаймыз.
Себебі ұйғыр халқы дәл қазір бүкіл адамзат болып құтқаруға мұқтаж. Жер шарында дәл қазір ұйғыр халқы сияқты геноцид көріп отырған халық жоқ. Біз нағыз атажұрт Қытайда қазақтарды құтқарып жатырмыз. Бірақ ұйғыр халқы құтқарылып жатқан жоқ. Қытайдың қазақтары 20 мың юан төлеп, $4,000 жуық ақша төлеп, Чыңду арқылы, Вьетнамның шекарасындағы Чыңду арқылы айналып, Алматыға көшіп кеп жатыр. Аз! Келген қазақ ұзаса бір 300-400 қазақ. Бірақ бірде-бір ұйғыр шетелге шығып жатқан жоқ. Лагерден мыңдаған, 10 мыңдаған қазақты босатып алдық біз. Адамдық құқық деп айғайлап жүріп босатып алдық. Адамдық құқық деп. Мына жақта тірі қалған әйелдерін сөйлеттік. Ол ойбай менің күйеуім қамалды деп еңіреді. Мына жақта тірі қалған баладарын сөйлеттік. Ойбай менің әкемне шешем қамалып қалды деп жылады. Сөйтіп бүкіл дүние жүзін шулатып жүріп қазақтарды босатып алып келдік. Бірақ лагерден босапты деген 18-19-дан кейін лагерден босап шетелге шыққан ұйғырды көрдіңдер ме? Жоқ. 18-19-дан кейін лагерден босап шетелге шыққан ұйғырды көрдім. Қазір ғана бір 3-4 ұйғыр келчек, оның бәрі бұрынғы мына концлагерден бұрынғылар олар. Жалғыз Гүлбахар Жилилова ғана таза концлагерді көрген, және ол Қазақстанның ұйғыры. Ұлты ұйғыр, бірақ Қазақстан паспорты менен. Оның өзі Қытайға түрмеге барған кезде кәдімгі шашы деген мынандай келіншек болған. Алғаш лагерден шыққан кезде мынандай шашымен жүрген. Оны алды да Түркияға барғанда бас салды да қижапты кигізіп пәрен жеріне орап, екі көзін битіп жылтыратып қойды. Неге? Қытайдағы ұйғыр мәселесі мен қазақ мәселесін ислам дініне байлау туралы қастық бұл. Себебі ислам десе, исламға арабтың жанаши ма? Ойбай мұсылман бауырым екен деп Қытайға ана мұсылмандарды өлтірме деген бір мұсылман елін көрдің ба? Қазақ пен ұйғырды мұсылман екен деп жанашыған бір мұсылман мемлекет шықты ма? Көрдіңдер ма? Жоқ. Қазақ пен ұйғырды Қытайдың зұлымдығынан құтқарса тек батыстық демократиялық елдер құтқарады. Мынау аталмыш мұсылман бауыр елдерінің бәрі Қытайдың иті болып кетті. Сөйтіп Қазақстан азаматы ана туыс-туғандар бізге хат жазып, бізге арыз жазып, өстіп Гүлбахар деген қызымыз қамалып қалды деп, біз оны сыртқы істерге жазыңдар, президентке жазыңдар, не ашыққа шығарайық десе қорқамыз деп, бізден телефон сұхбат жасап, бізбен телефонның барлығын білесіздер. Қазақстан ұлттық қауіпсіздік тыңдап жүр. Мынау Қытайдың Қазақстандағы иті Омар Әлі Әділбек, Дукен Масымхан, Мұқан Мамытхандар тыңдап жүр олар, себебі бүкіл телефон Қазақстанда Қытайдың Huawei. Сонымен олармен күнде ақылдасамыз, ойбай қайтесіңдер, ашыққа шығыңдар, келіңдер офисқа келді, бәленбай ұйғыр қамалды деп. Солардың бізді жағалағаннан кейін Қытай бірден босатты. Сол Гүлбахар Жилилова ғана сол Қытай лагерінің соңғы шынайы концлагердің куәгері. Бұл жерде басқаларын теріске шығармайын. Олар мына концлагер басталудан бұрынғы ұйғырларға жасалған 1 миллион зұлымдықтың куәгерлері. Бірақ шынайы концлагердің куәгері Гүлбахар Жилилова. Ол да әрбірден кейін біздің күшімізбен шықты. Біздің күшімізбен шықты. Ал жаңағы ұйғыр мәселесіне келейік. Дәл сол кезде Қордай мәселесі ушығып жатқан кез. Дәл сол кезде қазақтарды әрменмен ушықтырып жатқан кез. Шымкентте күртпен ушықтырып жатқан кез. Қордайда дүнгенмен ушықтырып жатқан кез. Назарбаевтың тактикасы қазақты отқа да суға да айдап салып, бүкіл жаңағы этникалық қақтығыстарды ұйымдастыру Назарбаевтың тактикасы. Советтің тактикасы әрбірден кейін. Сотталатын кім? Қазақ. Ал басынан сипап қамқоршы болып, бүкіл халықтардың қамқоршысы болып отыратын кім? Назарбаев болмақшы ғой. Ал жаңағы қазақ жігіттің мәселесін біз көтерейік дедік. Шу қып көтеріп өрсек, Назарбаевтың мүддесіне келді. Назарбаев оны естіген жоқ о кезде. Сонымен біз мына Қытайдан қашып, тауасып, тас басып, шекара бұзып келген 5 қазаққа адвокат болған, тегін адвокат болған Абдолла Бақберген ағамызды таптық.
Білесіздер, Қытайдан шекара бұзып қашып келген Қайша Ақан қызы, Тілек Табарагүлі, Қастер Мұсахан, Мұрагер Әлім, Бағашар Мәлік. Осы 5 қазақ бар. Негізі 6 қазақ қашып келді. Сайрагүл Сауытбай. Сайрагүл Сауытбай қазір Швецияда. Енді мына 5 қазақ Қазақстанда отыр. Ол да Қытайдың тапсырмасымен Қазақстаннан шығармаңдар деп 5 қазақ ұстап отыр. Соныменен біз қайттық. Сол осы 5 қазақтың адвокаты болған Абдолла Бақберген ағамызбен сөйлесіп, жаңағы көзі соқыр болған, өкпесі езіліп кеткен, бүйрегі түсіп кеткен, мүгедек болған, кәдімгі жұмысқа жарамай қалған, соқыр боп, нақақтан нақақ таяқ жеген, енді қор болған, жап-жас жігіт қор болып отыр ғой, соқыр болып. Сол жігіттің делосын бердік. О кезде карантиннің кезі. Ол кісі бас прокуратураға шығады. Бұл мәселенің қандай мәнін мағынасы барын шығады. Өзі өте ықпалды адвокат. Кез келген судья сот о кісіменен санаспауға амалдар жоқ. Ең соңында бұл мәселе заң аясында шешіліп, жаңағы бас қылмыскерлер сотталады. Жаңағы жігітке пенсионер мүгедек пенсиясы тағайындалады. Одан бұрын оның мүгедектік пенсиясы да болмаған. Кәдімгі көзінің соқыр екендігі дәлелденіп, бір көз ағып кеткен мүгедектік пенсия беріледі. Енді осындан айтайын дегенім. Қазақстандағы ұйғырлар үлкен саяси сауатты болыңыздар сіздер. Себебі Қытайдағы ұйғырдың құтқарушысы сіздерсіздер. Сіздер мынау Кәрім Мәсімовтің кезінде бір алдандыңыздар. Бүкіл активист белсенділеріңізді Назарбаев өлтіріп, қынадай қырып, не Қытайға ұстап бергенде үнсіз қалдыңыздар. Нағыз атажұрт айғайлап тұрып, ұйғырлардың қаншама жиналысына бардым мен. Қытайдағы туысың, жамағайының туралы арыз бер деп, мен жылап тұрып, қазақша сөйледім, ұйғырша сөйледім. Біреуің кеп арыз бермедіңдер. Сендерді сол Назарбаев Мәсімов кезінде қорқытып тастаған, иә, оны да түсінем. Мен айттым, ей, саут істедің, істедің. Сол кезде партнерің бар ма? Бар. КамАЗ айдайтын шопыр ұйғыр. Айсаңшы сол. Дадасының ісіміні білмейді екен. Міне сендердің қателіктерің. Пәленше, ой, Мұрат па, Мұратжан, анаушы Алымжан, анаушы Сейітжан, болды. Оның әкесі кім? Білмейді екенмін. Қай жер? Білмейді екенмін. Қайсы ауылдікі? Білмейді екенмін. Ал шын білмейсіңдер ма, өтірік білмейсіңдер ма, оны мен де білмедім. Бірақ бұл үлкен қателік болды. Мен қаншама сендердің берген нәзірлеріңе, жиналыстарыңа, тіпті анау Құранды ұйғыршаға аударған кісінің түрмеге қамалуына байланысты өткізген жинақ бәрінде сөйледім. Маған келіңдер, арыз беріңдер дедім. Келушілер өте жоқ. Біз құтқардық Баситова ханымды. О кісінің аты Әсел ғой деймін, Баситова деген. О кісінің күйеуі кәдімгі Қотанның ұйғыры. 3 баласымен қалған. Құтқардық. Біз Қазақстанда бара жер басар тауы жоқ, бірақ Қытай паспортымен жүрген, киембі қудалап, ұстай алмай жүрген, тығылып, қазақтардың үйінде жүрген қаншама ұйғырға көмектестік. Біз ұйғыр халқын жек көрмейміз, бірақ ұйғыр халқы саяси сауатсыздық жасамауы керек. Мен ұйғыр халқына жаным ашығаннан айтып отырмын. Біріншісі, мынау Жаркент, Чонжы, Шелектің ұйғырлары, мына жер біздікі деген сасық әңгімені айттыңдар, сендер мәңгі бақи жақсылық көрмейсіңдер. Ол жерге сендерді алдыменен Жоңғар айдап келді, артынан орыс айдап келді. Ол сендердің жерлерің емес. Егер сендер анау Самсашы Қасым Мәсімовтің көкесінің кітабына сеніп, бұл жер біздікі деп өтірік әңгіме айтсаңдар, онда тарихта қара бет боласыңдар. Орыстың тарихын қараңдар, Қытайдың тарихын оқыңдар. Ол сенің меніңкі десең сеніңкі болып кетпейді. Ол ғылым, ол тарих. Біріншісі көкте Құдайға жағайық. Екіншісі адамға жағайық. Егер ол
Егер сендер ол жерге келіп, қазақ халқының жерінде жасап өмір сүріп отырып, және қазақ халқының сезіміне қарсы сөйлесеңдер, онда сендер ешқашан жақсылық көрмейсіңдер. Біріншісі Құдайдың қарғысына қаласыңдар, екіншісі адамның қарғысына қаласыңдар. Ал сендер бұл жерге сырттан келушісіңдер. Бірақ біз сендерді бір жерге қуып айдап шығайық деп тұрған жоқпыз. Бірақ сендер білуге тиіссіңдер. Бұл тарихи кезде біріншісі Жоңғарға құл болып, Жоңғардың құлы болып келдіңдер. Біз ол кезде Жоңғармен соғысып жаттық. Екіншісі артынан біз орыспен соғысып, орыспен әбден қынадай қырып жеңілгенде, орыстар сендерді айдап алып келді. Бұл жер сендердің жер емес. Қалай айтсаң да солай айт. Бақырып айтасың ба, өкіріп айтасың ба, шақырып айтасың ба, күлге аунап айтасың ба, қалай айтсаң солай айт. Бұл жер сенің жерің емес. Басыңда тауға да ұр, тасқа да ұр, сенің жерің емес. Күлге аунап айтсаң да сенің жерің емес. Бұл қазақтың жері. Оны көкте Құдай білуші, жаратушы білуші. Жаратушы бұл жерді қазақтың жері қып беріп қойған. Енді сен сол жерге келіп, үй ішінен үй тігемін деп, қазақ халқының, онсыз да Назарбаевтың тепкісінде, онсыз да 70 жыл Сәбеттің тепкісінде, одан 30 жыл Назарбаевтың тепкісінде әбден жүйкесі жұқарып, барар жер басар тауып қалмай, ызада отырған қазақ халқының жүйкесіне тисеңдер, сендер біріншісі Құдайға жағамын ба, соны ойлаңдаршы. Сендер Құдайға жағамыз ба, соны ойлаңдаршы. Жақпайсыңдар. Ал Құдайға жақпағаннан кейін, ісің алға баса ма? Баспайды. Біздің ортақ жауымыз Қытай және Назарбаев. Қазіргі Тоқаев режимі біздің ортақ жауымыз. Егер Тоқаевтың орнында басқа бір демократ қазақ, бір әділетшіл қазақ билікте отырған кезде, мына ұйғырлардың жағдайын қазіргіден 100 есеге жақсартуға болады. Сен тіпті мына Қытайдағы ұйғырды қолдайсың ба, Америкаға барасың ба, ұйымдарыңды құрасың ба, мына Қытайдағы ұйғырлардың мәселесі үшін күніне ереуіл өткізесің ба, Қытай консулының алдында 1 миллион болып жиналып ереуіл, тіпті ол кезде қазақтарға да рұқсат береміз. Қытай консулының алдында ереуіл өткіз. Нағыз демократия болған кезде адамша өмір сүресіңдер. Бірақ мынау бармақ қасты, көз қыстымен мына диктаторлардың кезінде, сол диктаторлар өтіріктен алдап, мынандай бір жақсылық беріп, анандай бір жақсылық беріп қойса, соған алданып, жақсы өмір сүрем деп ойламаңдар. Және анау бір самсашы жазған өтірік тарих кітаппенен жерді меншіктенем деп ойламаңдар. Бұл бірінші нәрсе, бұл бірінші принциптік нәрсе. Мен қазақ халқының өкілі ретінде айтамын. Бұл бірінші принциптік нәрсе, және ешқашан шегінуге болмайтын нәрсе. Бұл жер жанат жетісу біздің ата-бабамыздың жері. Біз осы жер үшін Жоңғармен қырылыстық. Осы жер үшін біз 80-90% қырылып кетсе де, осы жерді алу үшін соғыстық. Біз осы жер үшін орыстармен соғыстық. Сендер орыстың не екенін білмейсіңдер. Біз білеміз. Біз сол Шүршіттіңмен де соғыстық. Біз Оспан батыр болып атылдық. Зұлқа батыр болып басымыз Ертістің көпірінде ілінді. Шығыс Түркістанның бірінші оғын атқан Әкбар батыр мен Сейіт батыр. Біз Сұлубай батыр, біз Елісқан батырмыз. Біздің ата-бабамыз осы жер үшін соғысты. Біз ол батырларымыздың аттары тұрғанда, аруағы әлі есімізде, жадымызда тұрған кезде, сендер бір-екі самсашыға кітап жазғызды екен деп, бопты, мәжер сенікі деп беріп қоймаймыз. Қазақ ақ көңіл. Қызымызды сұрасаң берер мүмкін қазақ, құда болайық десе. Бірақ жер бермейді қазақ. Қазақ басын шауып ал, қырылсын, қынадай қырып тастасын. Қазақ жер бермейді. Бірақ қазақпен шығысып, ака-ука десіп, тату-татты көрші болып, аға бауыр болып жасайым десең, қазақ жасай бер дейді. Бірақ жер менікі десең, жетекеңді танытады. Осыны біліңдер. Сендер үлкен тарихи стратегиялық қателік өткізіп қойдыңдар. Сендер Назарбаев пен Мәсімовтің қақпанын бастыңдар. Сендер Қытайдың құрған тұзағына түсіп қалдыңдар. Қытайдың мақсаты қазақ пен ұйғырдың ортасына от салу еді. Сол отты өздерің жағып бердіңдер. Біздің стратегиялық ақылдылығымыз сонда, біз былтырғы оқиғаның өзін егер біз айғайлатып шешсек,
айғайлатып тұрып шешсек, ұйғыр халқына тағы бір сұмдық соққы болатын еді. Біз ұйғыр халқына жанымыз ашығандықтан, мынаны Назарбаев билігі пайдаланып кетпесін дегендіктен, ол мәселені барынша жабық жағдайда шештік. Қылмыскерлерді соттаттық жабық жағдайда. Бір лекциямды айттым ба? Бір сөзімді айттым ба? Жаңағы жігітке пенсия тағайындаттық. Енді осы делоны барынша жапқан, дело арыз жазылған кезде оны әдейіге қозғамай қойған, қарамай қойған полиция, прокуратура, судьяны тексертеміз біз. Ол биыл тексеріледі. Себебі олар өтіріктен ұйғыр халқының қылмыскерлеріне жақтасқансып отыр. Шынында олар ұйғырға жақсылық істеп тұр ма? Жоқ. Ұйғыр халқының қылмыскерлер. Бұл жерде қылмыскерде ұлт жоқ. Сөйтіп әдейіге олар ұйғырды қорғаштағансып, ұйғырдан шыққан ұлты ұйғыр қылмыскерлерді жақтағансып, шын мәнінде ұйғыр халқына зұлымдық жасап жатыр. Себебі ондай қылмыскері бар халық еш жерде жақсы мәртебеге ие болмайды. Ақтасаң, жақтасаң ұлтшылыңды, діндәріңді, зиялыңды ақта, қылмыскеріңді ақтама. Қорғасаң зиялыңды, ұлтшылыңды қорға, қылмыскеріңді қорғама. Себебі қылмыскерде ұлт жоқ. Қылмыскер бірі өзінің жауы, екіншісі ұлтының жауы, үшіншісі бүкіл адамның жауы, қылмыскер төртіншісі Құдайдың жауы. Ол кісіні мүгедек қылған, ұрып өлтірмекші болған, бесеуі жабылып тепкілеп мүгедек қылған, ол Құдайдың жақсылығына жолықпайды ол. Ол Құдайдың жақсылығына жолықпайды. Және оны қорғаштап, оны сол сенімен бір ұлт болғаны үшін оны қорғаштап, оны жаңағы жасырып жабу, ол да саған жақсылыққа келмейді. Көктен Құдайдың тіке қарғысы жабады. Оны сен қорғасаң да, жақтасаң да, алдымен бірінші Құдайға жағуды ойлайықшы. Ақиқатты ойлайық. Ақиқатшыл Құдайға жағар, ақиқатсыз қарғысқа қалар дейтін сөз осыдан шығады. Егер бір қазақ бір ұйғырды мүгедек қылса, ұрып көзін шығарса, сотталсын. Қазақ болғаны бір тиын маған. Егер ол шынайы нақақтан біреуді ұрып сөйтіп көзін шығарды ма, менің қолымда билік болса, ол маған десе 1000 миллион жерінен қазақ болсын. Маған десе менің туысым болсын, құдам болсын, сотта деймін. Өлім үкімету керек болса, өлім үкімет деймін. Мен ол үшін, оның қазақ болған үшін, тіпті маған туыс болған үшін мен оған жаным ашымайды. Неге? Біріншісі ол біреуді мүгедек қылып тұр, не өлтіріп тұр. Екіншісі ол Құдайдың қарғысына қалып отыр. Оның маған ұлты қазақ болғаны қызық емес еді. Міне бұл жүректегі иман барлығы, міне бұл жүректе ақиқаттың барлығы. Екінші нәрсе, мынау шетелде айғайлап жүргендер, мынау Іле Алтай Тарбағатайды барынша көмескілендіріп, бейне лагердің, концлагердің қылмысын ашқан қазақтарды барынша көмескілендіріп, Серікжан Біләшұлын барынша көмескілендіріп, Нағыз ата жұртты барынша көмескілендіріп, Іле Алтай Тарбағатай ұйғырдың жері дегенді дәлелдегісі келеді. Бұл екінші үлкен тарихи қателіктерің. Егер осы қателіктеріңді шұғыл арада дұрыстамасаңдар, онда қазақ халқымен одақтаса алмайсыңдар. Бастарыңды тауға да ұрыңдар, тасқа да ұрыңдар. Қалай істесеңдер, олай істеңдер. Іле Алтай, Тарбағатай, Буратал, Санжы, Баркөл, Мори, Ақсай қазақтың жері. Оны кімде-кім қазақтың жері деп мойындамаса, және қазақтың жері екендігін теріске шығарғысы келсе, біріншісі ол Құдайдың қарғысына қалады. Екіншісі ол қазақтың қарсылығына қалады. Мен қайталап тұрып айтам, қазақ халқы ешқашан ол жерден бас тартпайды. Біз тірі тұрғанда ешкім ол жерден бас тартпайды. Қазақстанға көшіп келген 500 миллион Қытайдың қазағы өздері туып өскен ол жерден бас тартпайды. Ол жерде жасайтын 5 миллион қазақты біз адамдық құқымен қоса, адам сияқты өмір сүруімен қоса, және сол жермен қоса қорғаймыз. Кеше Қабанбай Батырдың мүсінін шаққандығы туралы бүкіл дүние жүзі медиасына дабыл қақтық. Бүкіл дүние жүзінің журналистері интервью алды. Неге? Қабанбай Батырдың кім екендігін бүкіл дүние жүзі мойындаған. Ол Қытайдың бүкіл тарихында тұр. Ол бүкіл қазақтың тарихында тұр.
Сол Қабанбай батыр Жоңғарды қынадай қырған батыр. Сол Шүршітпен соғысып Манчжур империясы менен Үрімшіде келіссөз өткізген батыр. Сол жерде сауда керуенін бастап барып жылына бір реттік жаңа сауда келісімін жасап отырған батыр. Соның ескерткішін Іле-Қазақ автономиялы облысында шағып отырғаны ол Қытайдың ол жердің қазақ жер екендігін ұмыттырмақшы болғанды. Егер сендер де сөйтіп қазақтарды көмескілендіріп, қазақтарды елеусіздендіріп, қазақтың ішінен шыққан сатқындармен одақ болып, жаңағы Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің иттері, Қытайда концлагер жоқ деген сатқындармен одақ болып, соларменен шақырғыштап, онда сендер Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетімен не айырмаларың бар? Қытайдың ұлттық қауіпсіздік комитетімен не айырмаларың бар? Егер сендер де қазақтың жеріне сыртынан ие болсаңдар, онда қазақтың аздығын, қаруының жоқтығын, от қаруының жоқтығын, жоңғармен соғысып әбден әлсіреген кезін пайдаланып, қазақ жерін жаулап алған орыстар мен қытайлардан не айырмаларың бар? Алдымен осы істерің, осы қылықтарың Құдайға жаға ма? Соны ойлаңдаршы. Іле Алтай, Тарбағатай, басыңды тауға ауыр, тасқа ауыр, күлге аунасаң да қазақтың жері. Мен сол Қабанбай батырдың ұрқымын. Мен сол Қабанбай батырдың тұқымымын. Бізді осы сөзді сөйлетіп тұрған, және алдымыздан Қытайдың қаупі, артымыздан Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің қаупі болғанына қарамай, бірінші болып дүние жүзіне Қытай концлагерінің қылмысын ашуға итермелеген сол бойымыздағы қан, ол генофонд деп аталады, ол ген деп аталады. Біз Қытайыңды да адам құрлы көрмей, артымыздағы Қытайдың иті болған Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің КГБшниктерді де адам құрлы көрмей, неменеге алыстық? Ана ген сөйлетіп отыр. Ана ген, ана қан жібермей тұр бізді. Ана миссия, ана марқұм әкем мен шешем маған батасын беріп, жаманына келсең, бір оқтық боларсың дегені. Тіпті шешем марқұмның 3 ұлым бар, біреуі бұл жолға кетсе не бопты балам, батамды берем деген. Мені сол тірі жүрген кезімде құрбандыққа шалып қойғаннан осыны түсінуге болады ғой. Қандай ана өзінің ұлын тірісінде құрбансың деп, шахитсің деп батасын бергендей беріп отыр. Бізді әкетіп тұрған осы қан. Себебі ол жер, әрбір түйір топырағы біздің ата-бабамыздың қанымен суарылған жер. Ол жердің әрбір түйір топырағы біздің ата-бабамыздың қанымен тұр. Өз жерден өніп шыққан әрбір тал шөптің құрамында менің ата-бабамның қанының құрамы жатыр. Ол жердің әрбір тауында менің батыр ата-бабамның ізі жатыр. Қабанбай шоқысы деп соған қойылды. Бота қалғанның сайы менің туған жерімде. Қабанбайдың ботасы қалған. Аңыз қып, бүкіл қазақтың аңызы болып айтылады. Оның бәрі жайдан жай емес. Сондықтан ол жерді сыртынан меншіктену, мейлі ол қазір Қытайдікі болсын, мейлі болашақта Қытай тасталқан болған кезде болсын, ол іске аспайтын утопия, қиял. Іле Алтай, Тарбағатай, Буратал, Санжы, Баркөл, Мори, Ақсай қазақтың жері. Ол халқыға салынбайды. Себебі сендер біздің жерімізді жаулап алған жоқсыңдар. Сендердің жерлеріңмен қоса, біздің жерімізді қоса Қытай жаулап алып отыр. Біз сендерден жер талап қылмаймыз. Біз сендерден жер талап қылмаймыз. Біз Қытайдан жер талап қыламыз. Және бір біздің қазақтарды құтқару методикамыз өз алдымызға. Себебі біз осығанға дейін айттық, біз Қытайдан жер талап қылмаймыз, біз Қытайдан тек Қытайда өз ата-бабасының жерінде жасап отырған қазақтардың адамдық құқығын құрмет қылыңдар дедік. Біз сол адамдық құқықты туғылып, әрбір қазақты Қытайда қамалған туыстарының, отбасы мүшелерінің суретін кеудесіне қойғызып, жылатып, еңіретіп отыр, бүкіл дүние жүзіне концлагерді ашқан мына бізбіз. Бізбен қатар аштық деген біреуің болса шығыңдаршы, дәлел келтіріңдер. Біз осы мәселені көтеріп, 2 жылдан кейін барып, сендерден адамдар суретін алып шыға бастады. 2 жылдан кейін. Біз бүкіл дүние жүзінің аузы басын фактпен, дәлелмен толтырып тастадық. Біз ұйғырыңды да құтқардық, Тұрсынай Зияудың да біз құтқардық. Біз қырғызыңды да құтқардық. Біз қазағыңды да құтқардық.
Біз тіпті христиан дініне сенетін қазақтар туралы 2018 жылы үндеу тастадым. Сонда діни фанаттар шықты. Ойбай, христиан қазақтан нең бар деді. Әкеңнің басы дедім. Мұсылман қазақтарды сен құтқардың ба? Мұсылман қазақтар ұсталғанды үндемейсің, атаң басы. Христиан қазақтар туралы дерек сұрасам, кет ары жоғал дедім. Міне. Біз ұлтына айырмай, ұлтына алаламай тұрып, алдымызға жылап еңіреп келгеннің бәрінің туысын құтқарды. Біздің Қытайдың зұлымдығын әшкерелегендегі еңбегіміз бір төбе. Біз істеп 2 жылдан кейін істегендеріңді ұмытпаңдар. Үшіншісі, бүкіл лагердің тірі куәгерлерінің 95% қазақ, оны ұмытпаңдар. Сендер ана бірнеше сатқын қазаққа сыйлық беріп, төрімізге шақырып, Іле Алтай Тарбағатайды сыртынан меншіктенем деп қиялдамаңдар. Сендер қазақ халқыменен сыйласып, жақсы жасассаңдар, ортақ жауымыз Қытайға ортақ қарсы шабуға біз дайынбыз. Ал Лондон сотына неге бармадыңдар дейді. Лондон сотында ұйғыр трибунал деген атқа біз талап қойдық. Бекзат Мақсұтханұлы, Карима Әбдірахманқызы, мен бар, сөйлестік. Аудиомыз тұр. Ұйғыр қазақ трибунал деп атаңдар дедік. Сендер келіспей қойдыңдар. Сендер қазақ деген атаудың шығуын қаламадыңдар. Концлагердің бүкіл қылмысын әшкерелеген, ең алдымен әшкерлеген, 2 жыл бұрын әшкерлеген, бүкіл концлагердің тірі куәгерлерінің 95% қазақ екеніне қарамастан, сендер қазақ деген атаудың халықарада аталуына қарсы тұрсыңдар. Неге? Сендер әлі қолдарың алмаған сол жерден Іле Алтай Тарбағатайды қазақтар алып кетеді деп қызғандыңдар. Надандықтарыңнан, топастықтарыңнан қазақ деген атаудың қазақ ұйғыр, немесе ұйғыр қазақ трибунал деп аталуына қарсы болдыңдар. Ендеше сендер қазақ атауын қоспасаңдар, біз бармаймыз дедік. Міне, әңгіме қайда. Сендердің әсіре тар надандықтарың, әсіре тар ұлтшылдықтарың өздеріңнің бастарыңа бәле болып тұр. Егер одақтасам десеңдер, біз дайынбыз. Бірақ қазақ халқын шеттетеміз, ана жердің қазақтың жері екендігін көмескілендіреміз, ұмыттырамыз. Дүниеге о жердің бәрінде ұйғырлар жасап жатыр деп, тек ұйғырларды сөйтіп айғайлап жүріп, ту көтеріп жүріп, дербестікке жеткіземіз десеңдер, алданасыңдар. Иә, біз бүгін қазақтарды шетелге шығара алмай отырмыз. Бірақ ертең шығара алмайды деген сөз емес. Ол жердің қазақтың жер екендігін сендер шетелді айғайлап айтпай-ақ қойыңдар, біз айтамыз. Біз біреудің мұқтажына, жанашуына мұқтаж емес. Бар болғаны сендердің саяси үлкен қателік өткізіп жатқандықтарыңды қарап айтып жатыр. Және жер жәннат Жетісудың Ілесі Алтайы, Тарбағатайы ешқашан сендерге тиесілі болмайды. Себеп жаратушы Алла әділетті. Ол жерді қазақтарға берді. Мүмкін күнәмізден Жоңғарға берді. Мүмкін күнәмізден артынан Шүршітке берді. Мүмкін Құдайдың бізге салған сынағы, мүмкін Құдайдың бізге берген жазасы. Мүмкін барлықта, тоқшылықта қазақтар Құдайды ұмытқан шығар. Оны Алла біледі, біз білмейміз. Бірақ ол жер түбі қазақтікі болады. Ал кімде-кім қазақ тақырыбын елеусіздендірем деп, қазақтың ішінен шыққан сатқындармен одақтасып жүріп со жерді алам десе, Зұқа Батырдың басын несін алсын? Коммунистермен ең соңына дейін күрескен адам кім? Оспан Батыр. Коммунистерге, Қытайларға ең бірінші болып оқ атқан кім? Акбар Батыр мен Сейіт Батыр. Бүкіл Тарбағатай Алтайды көтерген Елісқан Сұлубай Батыр. Ол бізде тарих болып, әм болып, шыңдар болып, жер аты болып жадымызда тұр. Біз ұмытпаймыз. Бізден әлі Зұқа Батыр шығады. Бізден әлі Оспан Батыр шығады. Бізден әлі Акбар Батыр, Сейіт Батыр, Елісқан Батыр, Сұлубай Батыр шығады. Ендеше сендерге бізбен одақ болғаннан басқа жол жоқ. Ал бізбен жау болсаңдар, онда жағдайларың қиын болады. Иә, мен қазақтарға да бір нәрсені аса маңызды түрде айтқым келеді. Мынау Назарбаевтық режимнің арандатуынан ұйғырларға өшпенділік пиғылдағы қазақтарға айтам. Ұйғырларға өшпенділік танытпаңдар. Ұйғырлар ол өз бауырымыз. Олар қазір жер жүзінде ең сұмдық зұлымдыққа ұшыраушылар. Егер сендер ұйғырларға өшпенділік пиғыл танытсаңдар,
онда ұйғырларды қынадай қырып жатқан, геноцид жасап жатқан Қытайлармен бір сапта тұрған болып қаласыңдар. Ол шариғат бойынша ертең сен Қытайдың жақтасы болып, ақиретте Қытаймен бірге тірілуге алып келеді. Сондықтан ұйғырларға өшпенділік жасамаңдар. Ұйғырдың ішінен шыққан надандар мен ақмақтарын әдейіге қазақтарға қарсы айдап салып отырған Назарбаев Тоқаевтық режим. Ұйғырдың ішінен шыққан ақылды ұлтшылдарын өлтіріп, бәрін қынадай қырып берген Назарбаев және Мәсімовтік режим. Ұйғырдың ақылдыларының бәрін өлтірді, ақмақтарының бәрін есіртіп қойып қойды. Кісі өлтірткізіп, содырлық сотанақтық жасатып қойды. Сондықтан қазақтар қатты бұл мәселеде сақ болыңыздар. Біз бұл дүниелігімізді ғана емес, о дүниелігімізді де ойласақ, ақиретте жәннатқа кіреміз деп ойласақ, кітабымыз, амалымыз оң жағымыздан беріледі деп армандасақ, онда зұлымдықты айыра білейік. Иә, бір кезде Қазақстанда Абзал Құспан бастаған ұлттық қауіпсіздік комитетінің сұмырайлары маған жала жапты. Серікжан ұйғырдың адамы, Рабия Қадыр Серікжанға ақша беріп жатыр деп Абзал Құспан жала жапты. Абзал Құспан Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің иті. Мынау Қуат Ахметті де міне қаншама ескерттім. Қуат Ахмет қазақ тілін көтеріп жүрген. Анау Руза Бейсенбай-тегі деген апам, екеуін де жақсы көрем. Бірақ екеуінің қасынан сопаң етіп Абзал шыққанда шошып кетем деймін ғой. Себебі Абзал Құспан басыбайлы ит. Міне Қуат Ахметті лақтырыпты міне. Қуат Ахмет қазір міне Түркияда қараусыз далада қалыпты. Міне бала шағасын алдырғанға да ақшасы жоқ екен. Абзал Құспан адвокаты болудан да бас тартыпты. Міне Абзалға ерсең, еріңді арқалайсың деген осы. Ал сол кезде Абзал Құспан бірінші болып маған жала жапқанда не деді? Серікжан шетелдегі ұйғыр сепаратистерінің Қазақстандағы өкілі деді. Ал Абзалдың бұндай жала жабуына не себеп болды? Не себеп болды? Себебі Серікжанды тоқтату керек болды. Атажұртты тоқтату керек болды. Атажұртқа енді не деп жала жабады? Сұлу қыздарын жіберді. Жатпай қойдық, қарамай қойдық. Сұлу қыздары келіп, менің офисімнің алдында жүгіріп кеп мойныма асылды. Итеріп жібердік. Енді о қызды мен кінәламаймын, мүмкін о қыз шынайы ғашық болып мойныма асылған шығар, білмеймін. Бірақ о кезде маған кім келсе де итеріп жібердім. Ел шын ғашық болсаң да, Киембінің тапсырмасымен ғашық болсаң да, Қытайшылдардың тапсырмасымен ғашық болсаң да, мен білмеймін. Жоқ, шынайы шын жүрегіңмен ғашық бол. Әйтеуір алдымызға келген сұлу қыздың бәрінен бас тарттық қой енді. Бас тарттық енді о кезде. О кезде біз үшін ұлттық мүддесі, қазақтың мүддесі бірінші орында отырды. Бізге ол қыз-пыз дейтін нәрсе қызық болмай қалды. Міне. Сол кезде бізді Киембіге қорқытып, президент аппаратынан кеп бізді қастарына алғысы келді. Неше түрлі мансап, мәртебе ұсынды, бас тарттық. Бізді шетелдегі жаңағы экстремистік ұйым деп, Шанхай ынтымақтастық ұйымының тізімдігінде экстремистік ұйым деген ұйымдардың жиынына жібереміз деді. Анау Киембінің Ұзынағаштағы бастығы Қыдырәлінің құдайы Асқар деген ит, сен барып келсеңші ана жиынға, өзіміз қарсы алып аламыз. Мен қарқылдап тұрып күлдім. Мен ол жиынға барам, қайтып келгенде Шанхай ынтымақтастық ұйымының аясында экстремистік ұйымының жиынына қатысты деп соттайсыңдар ғой деп қарқылдап күлгенде, Киембінің өзі менің сақтығым мен сергектігіме қарап басын шайқап отырып қалды. Себебі олардың әдемі жоспарлары іске аспай қалды. Иә, олардың жоспары мені тоқтату, мені қамау еді. Шанхай ынтымақтастық ұйымы экстремистік ұйым деп жариялаған ұйымның жиынына менің жолымды Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті төлеп тұрып жібермекші болды. Мен айттым, мен бармайын, басқа адамдар жіберіңдер дедім. Олардың мақсаты мені ұстау, олардың мақсаты басқа адамды ұстау емес. Сондықтан Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің Қытайдың Анчон жүйінің басы байлиты Ербол Дәулетбек пен Қыдырәлі Ораз ондай жиынға барса, оларға ештеңе етпейді. Себебі олардың ұйымдар мемлекет тіркеп берді. Олар ұлттық қауіпсіздік комитетінің басы байлиты. Оларды өтіріктен сондай жиынға апарып қойып, міне бізді адамды құқық деп Еуропа мен Американы алдағысы келеді. Еуропа мен Американы, міне бізде тіркелді. Мыналар енді өздері тіркелмей жүр, тіркеле алмай жүр дейді. Біздің бүкіл құжатты кері қайтарады. Оларды тіркеп береді. Олар жаңағы үруге рұқсаты бар иттер. Бірақ олар ешқашан концлагердің қылмысын ашпайды олар. Олар концлагер жоқ дейді. Қыдырәлі Ораз азаттықта айтты, 90% қазақ босап шықты деді. Ербол Дәулетбек айтты, концлагер жоқ,
қамалғандардың бәрі қылмыскерлер деді. Міне, әңгіме қайда жатыр. Ал менің айтайын дегенім, сөйтіп Қазақстан мені ұйғыр сепаратистік ұйымдарына байланысты деген сылтаумен мені соттаса, Еуропа мен Американың алдында біз Шанхай ынтымақтастығына қол қойғанбыз, біздің осындай баптарымыз бар, деуіне толық негіз бар да. Сонда ешкім араша түсе алмайды. Себебі Шанхай ынтымақтастық ұйымы кәдімгі НАТО ұйымы сияқты ұйым, халықарада мойындалған ұйым. Ол ұйымның жарғысына бағынуға Қазақстан толық құқылы. Міне. Көрдіңіз? Ал біз ол кезде тек адамды құқты көтердік. Біз ол кезде ұйғырдан қашқан жоқпыз. Ұйғырлар келісіп көтерді. Бірақ ұйғырлар біз жинаған арыздардың ішінде ашық арыз берген ұйғырлар саусақпен санарлық қана. Қырғыздар келді, өте көп келді. Қазақтар келді, өте көп келді. Ұйғырлар қорқып қалды, келмеді. Болмаса Қазақстанда жасаған әрбір ұйғырдың Қытайдағы туыстары бар. 3 ұрпақ, 4 ұрпақ өтіп кетсе де туыстары бар. Мамыт ақын қайда, Самыт ақын қайда деп бәрі шықса, бәрі суреттерін көтеріп алып шықса, соны Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті ештеңе істей алмайтын еді. Бар болған оларға да үруге рұқсаты бар иттермен, аңырауға рұқсаты бар есектер лицензионерлерді беріп, оларды да сол ондай саяси билік тоса алмайтын белсенділіктерін қойып, жаңағы жай басқа белсенділікке қойды. Рұқсат беретін жағына қойып қойды. Бүгінгі менің әңгімем тамам. Жаман ұлт жоқ, жаман адам бар. Қазақ пен ұйғыр екеуі де осы Орта Азияда жасаған халық. Ұйғырлардың мекені 6 шаһар, Тұрпанмен қосып есептегенде 7 шаһар. Ал қазақтың жері, қазіргі қазақ жері, қосылған орыстар жаулап алған Қаратау, Сарытау, Омбы, Томбы, Каспийдің, Астарханның айналасы. Абайдың өскен жері, Абайдың жайлаулары, қазақтың жері. Ал Іле Алтай, Тарбағатай, Буратал, Санжы, Баркөл, Мори, Ақсай, қазақтың жері. Ал осы принциптің аясында біз кіммен болса да одақтасуға дайынбыз. Ал егер бұл принципке келіспесең, біз кіммен болса да жауласуға дайынбыз. Аман сау болыңдар, қалың елім, қазағым. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы.